Чат GPT-дің өзі популярная TikTok королева деп сен атап жатыр. Таң қалып тұрмын, скриншот көрсетпесең сенбеймін. Массовканың ішінде 1000 адам ішінде отырып былай визуализация жасаған. Мен де звезда болғым келеді, мен де түскім келеді осылай деп. Жеке өмірінде бүгінгі таңда қандай өзгерістер бар? Ой, бұл туралы да біраз айта аламын шынар, енді білмеймін, рұқсат па рұқсат емес пе, мысы кәдімгі басымдау ер азаматты іздедім и жолықтырдым деп айта аламын. Жағымсыз, өзіңді жоғалтқан сәттер болды ма? Ең қиыны сенің әкең міне кетеді деген нәрсе, ең ауыр нәрсе. Көз алдыңда 25 килограмм арықтап тамақ жүрмей қалған, прям пипеткамен тамақ берген кез болды. Можно я тебя обниму? Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Ой лабораториясы. Бір ой, бір адам және бір идея. Бүгінгі выпуск бізде өте қызықты және жылы болмақ, өйткені қонақта менің құрбым. Одан бөлек бүгін GPT-дан осы подкастқа дайындалған кезде ақпарат бер деп сұрағанда самая популярная TikTok королева деген ақпарат алдым. Ақжарқын Жомартова. Рахмет. Таң қалып тұрмын. Шын айтсам, мен өзім де таң қалдым, бірақ әр подкастқа дайындалған кезде міндетті түрде қосымша ақпарат іздеймін. Сен туралы да осындай ақпарат іздедім. Менен бөлек бөтен өзге источниктар қандай ақпарат береді деп қараған кезде чат GPT-дің өзі популярная TikTok королева деп сен атап жатыр. Таң қалып тұрмын, скриншот көрсетпесең сенбеймін. Осыған қалай келдің? Қазіргі таңда мен танысқан кездегі Ақжарқынмен бүгінгі Ақжарқын мүлдем басқа адам. Сол туралы сұхбаттасқым келеді мен. Енді бұл сұрақтың артында үлкен бір әңгіме жатыр деп айта аламын. Мен оны әңгімені айтатын болсам, сен подкастың түгелімен сөйлейсің. Сен сұрақтарың болмай қалды, сондықтан енді қысқа түрде айта кетейін. Бұл үлкен еңбек, үлкен жұмыстың арқасында осы нәтижеге жеттім деп айта аламын. GPT чаттың өзі мен TikTok королевасы деп айтып жатыр. Яғни мен әлемге танылып тұрмын, өйткені TikTok бұл әлемге танылған площадка. Бұл тек қана сенің подписчиктарың емес, сені бүткіл әлем көреді бір сәтте. Енді 2 жыл бойы шықпай сол TikTokта кәдімгідей бір бауыр, таныс, туыс құсап кәдімгідей кіріп жұмыс жасап жатырмын. Соның арқасында және өзгеріс болды, бірақ бұл TikTok маған тек финансовый жағынан өзгертті. Жалпы психология мышленияға жеке дайындалып, жеке оқып, жеке нәтижеге қол жеткіздім деп айта аламын. Ол TikTok психологиясы, жалпы TikToktың табысы психологияға қатысы жоқ. Табыс табу арқылы өзгердім. Бірақ бұның артында бұл қарызға кіру деген бір қиын жағдай болды. Оған да әлі жетіп үлгереміз. Еңбектің арқасында келді бұл нәрсе. 99% еңбек, 1% таланттың арқасында келді. Саған қазір қарасам, өз орынды тапқан адамсың. Енді менің білуім бойынша, шындығында әр адам, қалауымнан шыққан әр жан осы эфир біткен кезде өзін сәл болсын жоғалтады. Өйткені біз біраз уақыт бойы күнделікті телевизорда, яғни кім екенімізді көрсетіп, өмірімізбен бөлісуге үйреніп қалғанбыз. Және де шық еткен бір сәтте бұл камера жоқ, саған бөлісетін, сені бүйтіп тамсана көретін адам жоқ. Және де ішінде үлкен кеңестіктен бөлек өзіңді жоғалтқан мен кіммін деген бір сұрақ туындайды. Сол сұраққа жауабын міне қазір тапқан сияқтысың менің ойымша. Иә, таптым. Енді қателесу болды. Жалпы қалауым бағдарламасы бастаған кезде бізге айтатын, сендер танымал боласыңдар, фан-клубтарың болады, подписчиктарың көбейеді дегенде мен сенбедім. Ой, қойшы, мен өзі TikTokта, Instagramда TikTok деп 200 подписчигім болды. Қалай танымал боламыз, қалай фанатымыз болады? Мүмкін емес. Жарайды, бір жігіт таптым, таппасам бопты енді. Солай келгенбіз. Иә, енді өйткені мен камера деген жақсы көретін. Мен бұл нәрсеге келместен бұрын массовкаларға бардым. 1000 теңгеден түсетін массовкаға тамағымызды береді. Таңғы 4-те келді, 4-те келіп бүйтіп қарап отыратын. Әншілерді бояйды, киіндіреді. Мен де осылай киінге, мен де шашымды осылай жасаса, мен де бетімді өстіп мейкап жасайтын бояса, анан қараш күшті камера түсіріп, қалай түсіріп, так мынан оннан солдан түсірді, так деп өстіп қарап,
артында отырып белім ауырса да суық қыста, қақаған қыста массовканың ішінде 1000 адам ішінде отырып былай визуализация жасаған. Мен осы нәрсеге келгім келеді, мен де звезда болғым келеді, мен де түскім келеді осылай деп түнде официант болып жұмыс жасаймын, күндіз сондай массовкаларға келемін. Сөйтіп совмещать екі жақты қосып жүрдім. И кастинг деген нәрсеге қалдыра бердім. Қандай кастинг бар, бәріне данныйым қалдырам. Ең бірінші түскен проектім «Спой со звездой». Қандай әншімен түскім келеді. 3 әншіні айттым, ер бала. Осылармен ән айтам. Ән айттым, түстім, бірақ мен былай менсінбей бүйтіп қарады да, мен ойлайтым, әншілер деген осындай болады екен ғой. Мен ойлаппын, бәрі қарапайым, енді халыққа шыққан кезде, жандарым, сіздер арқылы осы жетістікке жеттім, мен сіздерді жақсы көремін дегенде ойлаппын да, ойбай, шынымен біз жақсы көретін шығар деп. Бүйтіп жануар сәлеметсіз деп сөйлесем, менсінбей бүйткен әншілер болды. Аттарын атамай қояйын, аттарын атап, түстерін түстеп деп. Бір әншіні айтайын, Айжан Нұрмағамбетова деген кісі өте қарапайым болды. Көтеріп, атың кім сенің? Қай ауылдан келдің? Қандай нәрсе? Танылғың келе ма? Құдай өз батаңды берейін деп, сол кісінің әлі есімде, сол проектте мені қолдаған, жүрегімде қалып қалған. Батасына әумин деген сияқты ғой. Иә, енді біз енді қазірден бір кішігірім бір жұлдыз деп айтайын, бәрібір де бір оқырмандарымыз бар, бір фанаттарымыз бар, қолдаушыларымыз бар, бір керемет бір анау жұлдыз демеймін, бірақ та енді жұлдызсыңдар деп айтады, бірақ все равно да сондай уровеньге кішкене бір ортасында жүрген жайымыз бар деп айта аламын. Тағы бір проект айтайын, тоже қазір осы маңызды деп ойлаймын, Шынар, сен оны білмейсің, айтпақшы. Караоке киллер деп аталады. Таракандармен қорқытады сені, тауықтың жүнінің ішіне лақтырып жібереді. Кәдімгідей бүйтіп басыңды тараканға кигізеді, немесе жылан судың ішіне бассейн жылан лақтырады да, соның ішіне сені лақтырады. Ән айтуың керексің. Қорықпай. Мен білесің ғой, мен ештеңкеден қорықпайтын қызбын ғой. Ештеңкеден қорықпаймын деймін. Қалай сен немен қорқытамыз деп. Неге жыланмен қорқыту керек? Маған сол қызық болды. Қорқытты, былай, онша қорыққан жоқ, бірақ әнімді орындап шықтым. Қазіргі таңда білетін болсаң, Әлем деген әнші бар. Төкпе шампанды, вот сол екеуміз соперник боламыз, ойлашы. Мен енді былайша айтқанда даусым бар қызбын, мен просто талантым жабылып қалған. Қарғари алуға болады. Тойда ән айтқанмын бұрындары. Әзірде айта аламын, бірақ қатты бір қолға алып атқан жоқпын оны. Сол кезде Әлеммен бірге қояды, 7-8 адам кастингтен өтеміз. Мен айтамын ғой, бұл кісі жұлдыз ғой. Мен бұл кісімен қалай соревнования, қалай деймін да. Жоқ, сен осымен шығасың, самый даусың келіп тұрған осы кісі дейді. Жарайды деп екеуміз бірге шығамын, мен айтамын, Әлем, сен деген керемет жігітсің, не істеп жүрсің, бұл жерде даусың керемет. Мен сенімен қалай, мен жеңілемін деймін ғой. Бұл шоу. Жарқынның осындай бір мықты қасиеті бар. Көрген адам барлығына мақтап, сенің қолыңнан барлығы келеді, сен жасай аласың деп үнемі айтып жүресің. Мотиваторсың, иә. Сол Әленмен бірге ән айтып, ол әрине жеңді, бірақ опыт, бұл жерде опыт, съемочный площадка дегенді, камера дегенді мен түсіне бастадым. Одан кейін сол проекттегі кісілер мені қалауымға шақырды, қалауымда 1 жыл отырдық, әрине жартым таппасам да, бірақ та мен танымал болдым, өзімді ұстауыма байланысты оқырмандарым қарады. Қазіргі таңда ол нәрсе шыққаннан кейін ломка деген, шынымды айтайын ба, менде ондай болған жоқ. Мен өйткені еңбектеніп қалған қыз болдым да, лағманымды ашып кеттім, бизнестен бизнесқа секіріп жүрдім да, оқырмандар мен барынша қолдады. Мынаны сатам, мынаны аламыз, мынаны ашайын, болды аламыз деп, мен сол бумен ары қарай кетіп қалдым да, әлі күнге дейін сол бумен келе жатыр. Менің қолдаушыларым әлі. Жоқ, қазіргі таңда сен өзімді таптым деп айта аласың ба? Таптым деп 50% айта аламын, ары қарай тағы да менің әрине өмір бойы біз дамимыз, өмір бойы өзімізді іздейміз, бірақ та осы біраз жылдар бойы сен барлығын жасап көрдің, біреу жүрді, біреу жүрмеді, но именно TikTok, именно стрим сені не только осы нәтиже берді, саған одан бөлек мұны чат GPT-дің өзінде танымалдылық беріп тұр. Былай ғой, адам деген әрдайым ізденісте жүру керек, ең бастысы тоқтамау керек. Тоқтап қалдың ба, целіңе жетпейсің, мақсатыңа. Мен мақсат қойдым, ең басты тоқтамадым. Я, лағманым менікі болмады, долговая яма дейді, былайша айтқанда, ақша ала берді, бірақ мен ол жерден көп опыт алдым. Біраз адамдар келіп, өміріме сол кісілер келіп, мен қарызға кірмесем, бәлкім мен осы нәрсеге TikTokқа келмес бедім. Мен сол лағманда жүре беретін бедім, лағман созып таңнан кешке дейін базарға барып, басқаша мышленияда жүретін бедім. Сол жақтан
100 миллион қарызға кірдім, жалпы общий, тек қана лағман емес, жалпы в целом осы күнге дейін қателіктерімнің арқасында, құлап сүрінудің арқасында, алданулардың арқасында 100 миллион болып кеткен екен қарыз. Сол моментте әкем ауырады, сен білесің бе, маған келіп едің ғой, қандай көмегім қажет деп. Сол кезде мен әкем де ауырып жатты, қарызға да кірдім, оны инстаграмға қатты жариялаған жоқпын, бірақ қарызға кіру дегенді оны соңында тоқталып кете аламын, жеке айта аламын, өйткені қарызға кірген кісілер өте көп мына жерде. Маған әлі күнге дейін қалай шығамын деп. тиктокқа келдім, тикток жаңадан шығып жатты ол кезде, батыл деп түсіндім мен. Батылды ойнап көрдім. Түнгі 12-ден таңғы 5-ге дейін кіріп 100 мың теңге таптым, түсіндім, мен энергиям бәрі кетті, мен бұндай нәрсеге өзімді қиғым келмейді, энергиям қиғым келмейді. Бірақ сатуды түсіндім, ақырындап сатып бастадым. 2 жылдың ішінде өзімнің армандаған көлігіммен пәтерімді наличкаға алдым, және де қолма-қол ақшаға, және де қарыздарымнан құтылдым. Мен өз нишамды таптым деп айта аламын. Парфюм нишасы. Сен өз нишаңды тапқан кезде ақша потологың ашылады. Мен өз нишамды табу арқылы, қосымша тиктокта сату арқылы табысымды өсірдім деп саған айта аламын. Яғни парфюм бұл менің нишам. Өйткені мен парфюмді айтқан кезде махаббатпен айтам, елдің бәрі оны сезеді. Қалай алып қойғандарын білмейді. Өйткені бұл ароматтар мен шығарған жоқпын шынар. Бұл ароматтар бұрынғы заманнан бері бар ароматтар. Тек қазақ аудиториясына парфюмнің не екенін түсіндіріп, жүрекпен айту арқылы адамдар біраз алды. Міне 3 жыл құдай қаласа бизнесім жүріп келе жатыр, және де табыс өте жақсы, обороттар миллиондаған. Өте қуаныштымын. Расымен де бұл керемет нәтиже меніңше. Бірақ та енді 2 жылдық еңбек дейсің, иә? 2 жыл еңбек саған енді оңайға келген жоқ. Меніңше стримда күнделікті отыру, оның өзі көптеген энергияны адамдарға беру деген сөз. Сенде аудитория болды, сенің қолыңнан оны жасауға келді. Ал басқа адамдарша, мүлдем мысалы көршін немесе басқа мүлдем аудиториясы жоқ, иә, құрбын ондай жасай ала ма екен? Әрине жасай алады. Маған обучениеға келген кезде қыздар айтады, мен сіз сияқты танымал емеспін. Жарайды, мен танымалмын, маған халық сенеді. Бірдеңке тапсырыс берсе, Ақжарқын бұрыннан танимыз, қалауымнан, жалпы аудиториясы бар, бұл кісі алдамайды деп көзі жұмыс заказ береді, тапсырыс береді. Ал қарапайым адамдар келеді оқуға. Мен де сіз сияқты табыс тапқым келеді, мен де тиктоктан сатқым келеді, не істесем болады деп. Қарапайым адамдар өте көп тиктокта. Қарапайым адамдар өзінің зданиясын алып жатыр, пәленбай 20-30 миллионға көлігін алып жатыр, қарыздарынан құтылып жатыр, бизнес ашып жатыр. Простой, ешкім танымайды, осы күнге дейін танымал болмаған кісілер көп, өте көп. Қолмен да саусақпен санай алмаймын ол кісілерді. Сондықтан бәрі мүмкін, бәрін де жасауға болады, тек қана желание дейді ғой. Желаниядан бөлек еңбек. Мен өйткені 2 жылдың ішінде 2-3 уақыттан кірдім. Тоқтамай сөйлеу деген айтшы, иә, күнде тоқтамай сөйлеу, не то что сөйлеу, иә, сен тек қана сөйлеп қана қойып сата алмай, ана жерде сен эмоциямен айтуың керексің. Міне қыздар, мына зат деген сіздерге қандай пайдасын тигізеді. Кеттік, ойлаңыз. Әтірді иіскемей алу деген, шынар. Қара, өзің ойла. Әтірдің иісін мүлдем білмейді. Тек қана мен отырмын, менің сөзіме сенеді. Иіскемей алу деген қаншалықты сен иіскемей ала аласың? Тиктоктан танымайтын адамның немесе бір-екі танитын блогерынан. Көп адам ондайға бармайды, бірақ та саған адамдар толықтай сенетін сияқты. Расымен де алып жатыр. Талант, және де оны әдемі ғып жеткізу, әтірді иіскемесе де алатындай ғып жеткізу сенің қолынан келетіне мен 100% сенімдімін. Әр адам талантпен жаралады. Құдай өзі әр адамға бір талант беріп қояды екен. Бірақ ол талантты сен өшіресің ба, өсіресің ба, ол сенің қолыңда. Яғни мен бұл талантым бар бола тұра жұмыс жауып қойған жоқ, мен аштым. Бағана Снегурочка болдым, ведущий болдым. Оның барлығы мен біліп істеген жоқ, бола тұра. Мектепте де біразы қалды, ұялып жүрген кездерім болды. Аша келе, талантпен ақша тапсаң, тәтті болады, және де шаршамайсың. Мен мысалы айтады, Ақжарқын, сен не деген сұмдық, таңнан кешке, бағана мен уже үй жинап, сиыр сауып, бала-шағама тамақ беріп келсең, әлі отырсың дейді. Мен сөйлеген сайын энергия аламын. Мен сөйлемей тиктокқа кірмесем, энергиям жоқ бүйтіп, қалай тиктокқа кірем, бүйтіп жанып шыға келем. И энергияға адамдар келеді. Энергия сендіре білу, сөйлей білу, жеткізе білу, и дұрыс товар алу, осының барлығы бірге жүреді. Тек қана талант емес. 100% келісемін. Оның басында сен айттың, мен осы бір қасиетімді бұрыннан бері дамытып келе жатырмын деп. Снегурочка болып істедім, асаба болып жұмыс жасадым деп. Яғни сөйлеу, өзіңді жарқын көрсету, адамдармен тез тіл табысу, бұның барлығы навык қой. Иә. Яғни бұған үйренуге болады ғой. Туа біткен қабілетті әрі қарай ұштады. Мысалы, қарындашты
ұштамасаң сынып қалады ғой, сол күй тұрады. Ұштасаң ол жұмыс жасайды. Сол сияқты өзімді ұштай бердім, шыңдай бердім. Анау ұшы керемет болып жұмыс жасап, біресе қызыл, біресе сары, біресе жасыл, сол сияқты жұмыс жасадым өзімен. Ал егер ол қарандаш ұстамай сол күй жауып қойсам, сол күй талантым іште күйіп кететін еді. Сондықтан да мен осы көріп отырған оқырмандарға, жалпы көріп отырған сенің оқырмандарыңа ойлап проектісін көріп отырған оқырмандарға айтқым келеді, таланттарын ашса. Көп адам талант бар, біреу тігін тігеді, біреу сурет салады, біреу ән айтады, біреу өлең жазады, бірақ жауып қалады да бір не болады, комплекс, мен мынаны істесем ұят бола ма, кім не айтады, сондай нәрсені алып тастап таланттарын ашса, ертең ақша потолоктары ашылып, мен сияқты не шаршамай қалай ақшаның келгенін білмей қалады. Мен мысалы фокусымды ақшаға қойған жоқпын, қарызым жапсам, бірдеңені ашсам деп жұмыс жасаған жоқпын, мен рахаттандым. Осылай, мына ароматты алғашқы стримнан бастап осындай рахаттану сезім болды ма? Рахаттану. Мен мақсатым былай болды. Мына әтірді алып, қыздың самооценкасы көтерілсе, бақытты сезінсе. Мысалы айтып жатады, күйеуің басын айландыратын аромат берші деп. Мысалы, сен мысалы тұрмыста болдың, айта аласың, күйеуіңе әтір ұнамаса сенің, ол да бір проблема, кішігірім, айтады ғой, сеппеші мынауыңды сасытпай дейді. Күйеуіңізге ұнайтын әтір деп айтқан кезде адамдар рахмет Ақжарқын, мен сізден әтір алдым деп тікелей эфирде жазып жатады. Мен сізден әтір алдым, күйеуім ғашық болып артымнан қалмай жүр деген кезде деп қуанам ғой, мен қандай күшті деймін. Келесі қандай әтір дейді. Бітті, артынан уже 50 қыз алып тұр ғой. Бір жақсы комменттен артынан, то есть мен қатты бір тырыспаймын да, менің шынайы көңілден сатқан нәрсемді өзі-ақ адамдар көтеріп кетеді. Сонымен артынан алып кетіп, солай танымал болып жатқан жайымыз бар, саудамыздың жүріп жатқан жайы бар. Енді саудада береке бар деп Алла тағала бекер айтпайды ғой, сол нәрсеге келгеніме қуаныштымын. Жалпы любой зат сатам адамнан басқа. Бірақ та жұмыстан бөлек басқа сфераларында мен үшін өте қызықты. Кейбір ақпаратты білемін, кейбір ақпаратты айта аламын, кейбір ақпаратты тек қана өзінен сұрағым келіп тұр. Бүгінгі таңда Ақжарқын ханым күннен күнге дейін құлпырып келе жатыр. Көзі жанып. Мен әрине түсінемін, ақша жағынан бізде пирамида Маслоу деген бар, сол жақта төменгі 2 уровень, ол бізде безопасность, финансы, еда деген жабық болғаннан кейін біз уже осы өмірге басқа көзбен, басқа бір құлшыныспен қараймыз. Бірақ та сенің көзіндегі от, менің ойымша тек қана барлық базовый жұмысқа ғана, ақшаға ғана байланысты емес сияқты. Сұрағым келіп тұр, Ақжарқын ханымның жеке өмірінде бүгінгі таңда қандай өзгерістер бар? Ой, бұл туралы біраз айта аламын, Шынар, енді білмеймін, рұқсат па, рұқсат емес пе, жалпы енді бұл подкастқа шынайы жағымыздан жарылып саған келіп отырмыз ғой. Маған емес, бүкіл Қазақстан осы біздің жарқын, ақ жарқынымызды күйеуге бергіміз келіп жүр. Барлығымызға қызық, айта бер, тыңдауға дайынбыз. Әрине өмірде маған өте көп ер азаматтар сөз салады, көз салады, жазады инстаграмда, танысқысы келеді, мамалар жазып жатады, менің баламен танысшы, сен сияқты келін хочу, сен сияқты келін алғым келеді деп, пысық жан жақты деп. Енді былайша айтқанда шүкір қолымыздан бәрі келеді, жасай алмаймын деген нәрсе ол тек қана отмазка, жай бір көз бояушылық. Кез келген қыз любой зат жасай алады. Мысалы самса пісіре алмаймын деймін, ютубта бәрі тұр, бәрін жасауға болады. Пирог пісіре алмаймын, бірақ мен ертең тұрмысқа шығып жатсам, оны да жасаймын. Бәрін қолымнан келеді деп 100% айта аламын. Адам істеген адам істейді. Тамақ жасай алмаймын, нан илей алмаймын, нан жай алмаймын деген мен қыздар түсінбейді. Ол жай ғана бір еркелік деп ойлаймын. Негізі жасауға бәрін үйренуге болады. Сондықтан мен тек қана қазіргі таңда бүткіл энергиямды жұмысқа нетіп жатырмын ғой. Бірақ бәрінің қоятын сұрағы, Ақжарқын, сен ақшадан өлдің ба? Ақшаның бәрін көрге алып кетесің ба? Күніне тиктоктан шықпайсың, жеке өмірің бар ма? 40-қа келесің, бала тусайшы. Былайша айтқанда, Шынар, енді ер азаматты білесің, мен енді ақылым бар қызбын, өмір көрген қызбын, сондықтан кім көрінгенге шыға салу оңай. Ертең шыға салам, кім көрінгенге қазір-ақ үйленем десем бір аптаның ішінде үйленіп кете аламын. Бірақ өзімнің жүрегімнен орын алатын, мені түсінетін бір вайпта дейді ғой, қазіргі жастардың бір сөзі бар, трендовый вайпта, бір-бірімізді бір вайпта толықтыратын энергия жағынан менен кішкене басымдау және де мысы кәдімгі басымдау ер азаматты іздедім и жолықтырдым деп айта аламын.
қазіргі таңда сөйлесу барысындамыз. Енді той бәрін енді қазір бұл жерде жайып салып айта алмаймын. Бәлкім тағы да бір проектіңе новый жаңалықпен келетін шығармын, егер халыққа қызық болса. Бірақ қазіргі таңда басым бос емес, және де менің ойымнан шыққан ер азаматпен сөйлесіп жатырмыз. Әлі Инстаграм ештеңкеге салған да жоқпын, көз тиеді, сөз тиеді дегендей, бірақ жақын арада бөлісемін деп айта аламын. Өте қуаныштымыз. Тек қана мен емес, бізді көріп жатқан көрермен де осындай ойда деп ойлаймын. Бүкіл Қазақстан болып осы Ақжарқынды тұрмысқа берейік деген ниетіміз бар. Бар. Барлық достарымда қашан күшті бір жігіт жолықсыншы. Сендей қыз кімнің бағы екен? Мен де идеальный емеспін, шынар айтайын. Мен де минустарым бар. Менің де характерім бар дегендей, мен де қолымнан келмейтін нәрселер бар. Сондықтан әрине енді базовый данныйымыз жақсы, бірақ бәрібір де менің минусым мен плюсымды қабылдайтын ер азамат ол адам бар. Мен де оның минусын плюсын қабылдаймын. Жақсы, енді көп созбау керек екен, босану керек деген сияқты. Қазір иллюзиямен өмір сүре береміз былай. Ой, күшті бәрі, машинам бар, үйім бар, жас былайша айтқанда вайбпен, жастардың вайбпен қазір сұра аламын, бірақ бұл өмірге біз ұрпақ таратушы жан болып келеміз. Шынар өзің Алла тағала барлық әйел азаматын ұрпақ таратушы ретінде жаратты. Сондықтан бәріміздің мақсатымыз бірінші кезекте бизнес емес, ақша емес, бірінші кезекте салиқалы, дені сау ұрпақ дүниеге алып келу. Ары қарай әрине ақша да маңызды, оны екінші планға қою керек. Сондықтан Алла қаласа енді сенің де сәбиің маған жұғысты болсын деп, келесі подкастта сәбимен жолдасымен келейін деген жақсы ниет айтайын осы жерде. Ақжарқынның талғамы оңай емес, өте жоғары. Иә, біз құрбы болғандықтан осындай бір ақпарат айтсам болатын шығар, иә. Бұрында осы проекттен шыққаннан кейін де кейбір кездесулерде андай бір ортақ достарымыз қырындап бүйтіп қалайсың деп ойнап бастаған кезде әлі есімде ол жігіт, Шынар, давай жап-жақсы жігіт, көрсейші деп мені қайта ұятта қалдырып. Сол жігіт мысалы сөз сөйлеп бүйтіп ойнап бастаған кезде Ақжарқын өзінің бір ойын жағын ба, немесе бір ер жағын ба қосып, ойнап тұрсың ба? Келіп бокстасайық деген. Әлінге дейін есімде бар. Қазір боксты қойдым. Шүкір. Йога, танцы, хайкилс деген нәрселермен ақырындап айналысып бастадым. Байқасаң енді қазір көйлек киіп жүрмін. Әдемісі құлпырып кеттің. Бәрі айтады, неге жасарып жатсың сен, 35-тен минус кетіп барасың. Енді ер азаматтың да жасы менен жастау, ол да может быть. Жалпы состояние ғой, Шынар. Ішкі жан сезімің. Сен өзіңді қалай ұстайсың? Әрдайым күліп жүресің ба? Мен қазір байқасаң, таңертең жүріп жүрмін. Таңғы 5-6-да тұрам, 10 мың шақ жүріп келем, бітті. Ақша потологым ашылады, энергиям көбейеді. Жалпы жүру деген спорттың ең бір жақсы түрі ғой. Ақша төлеудің қажеті жоқ. Аяғыңа бірыңғайлы кроссовки болса болды. Шығасың, шығып келдің, стресс, no проблем. Барлық жағын настроениең көтеріп, бәріне күлімдеп жүресің. Солда да может түгел жұмыс жасау ғой, жалпы спортты қосу, дұрыс тамақтану, психология бар. Ақша да керек, енді осының бәрі болып тұрып, ақша болмай қалса, тағы да ол да көңіл күйіңе әсер етеді. Барлығын жан-жақты былай төрт бұрышты әдемілеп сызып жүрген жайым бар. Енді соның барлығын сіздер де, міне Шынар, сен мені қанша білесің, басқа, иә? Сен де мысалы таңғалып комплименттер жақсы айтып жатсың, мен үшін өте қуанышты. Қуанып комплименттер айтып жатырмын, қуанып. Мен Ақжарқынның әртүрлі периодтарын көргенмін, өзгерістерін көргенмін, бірдеңесі қолынан келгенің, бірдеңесі қолынан келмегенің, іштей осы бір кеңістікті толтырғанына мен қуаныштымын. Өйткені бір кездері осы барлығымызда іштей бір кеңістік, бір дыра болған кезде біз сырттан іздейміз да, анау маған көмектессе екен, мынау мен сөйлесем, анау мен етсем деп сырттан іздей бастаймыз. Бүгінгі таңда саған қарап тұрып, мен өзімді толықтырдың, және де локус контролинг ішке аударып, өзімен жұмыс жасап, қазір бір изобилияда отырсын деп айта аламын. Оны ары қарай дамытқым келеді, Шынар. Мен 100% төбесіндемін деп айтпаймын, мен әлі ортасындамын. Білетінім 1.9, білмейтінім 99. Әлі де менің шыңдалуым керек деген нәрсе бар өмірімнің соңына шейін. Яғни мен өмірімді қазір текке өткізбеймін. Bir күнде мен өзіме пайдалы іс жасаймын. Халыққа пайдалы іс жасаймын. Қайырымдылығым бар, тағысы бар дегенде, мен бұрынғыдай текке өткізгім келмейді. Bir күнім мен үшін маңызды. Ертеңгісін тұрдым ба, альхамдулиллах, менің бүгін денім сау, шүкір, аяғым жүріп тұр, көзім көріп тұр, құлағым естір. Мен бүгін керемет өзімді көңіл күйге
өзімді бауырлауым керек, және де халыққа пайдасын тигізетін бір жақсы іс жасауым керек деген жақсы ниетпен оянамын, Аллаға шүкір деп. Өйткені басында негативный нәрселерді мен өмірімнен алып тастағанмын. Өте әдемі, қуаныштымын. Мынандай сұрақ, қараш, сен қазір күннен күнге жасарып келатсың, құлпырып келатсың, иә? Және де өзің айтқандай йогаға барамын, хай хилсқа барамын деп айтып жатсың. Осы өзгеріс именно әйел жағын, женственностін, өзінің нәзіктігіне бір көңіл бөлуін қай уақыттан басталды? 1,5 жылдай уақыт арақатынас қой. Жалпы мен ер азамат болды, осының арасын алдында сөйлескен. Сол ер азаматтың мысы нағыз былай еркек тәрізді сезіндім да, сол кезде мен ашыла бастадым. Мен негізі байқасаң кішкене еркек мінезді болдым ғой. Боксқа барып, мужской гормондарым көбейіп кетті. Андай кішкене бір бизнеста мені жегендіктен қасқыр болып кеттім да, біреу бірден келсе арс. Мысалы, ер азамат келіп бизнес жайында сөйлесіп, бірақ маған кішкене бір подкаст жасағысы келіп, сондай сәттер болғанда мен арс сөзбен жауып маған сөз салайын деген ер азамат қорқып қашып кетеді да. Ойбай, мына кісінің мінезі қандай болады екен, мынау мен ертең басып тастайды, ез қылып жібереді деп. Мен өзімнің қателігімді түсіндім. Қазіргі мына ер азамат сияқты гормондар дамып, ер болып барлығын мойнына алып жатқан қыздарға айтқым келеді, негізі дұрыс емес позицияда жүр. Өйткені бұл нәрсе, жалпы біз тұрмысқа шығуымыз керек қой. Бас 2 болмай, мал 4 болмайды дейді. Бәрібір де әйел азаматшасы нәзік болу керек. Біздің мына женственность нәрсемізбен бүткіл әлемді өзімізге қарата аламыз, көп жетістіктерге жете аламыз. Біз мына еркекпін, мен бәрі могу деген нәрсе емес. Бізді Алла тағала әйел қылып жаратты ма, сол нәзіктігімізбен, сұлулығымызбен, бір күшті энергетикамызбен ер азаматтарды, жұмысымызды барлығынан жетістікке жете алатынымызға көзім жетіп, одан ары мен женственность қасиетімді, энергетикамды одан ары дамытатын жолдар іздедім. Медитация жасай бастадым. Өйткені мен мынандай тынымсыз болатын. Саған медитация жасайық дегенде түсінбейтін. Мен түсінбейтін. Сен айтқан кезде жынды ма, қияли ма, не ма, медитация, визуализация дегенді сөйтіп ойлайтын. Медитация деген тыныштық. Тынышталған кезде мына миың тынышталады ғой, өзіңді сезіне бастайсың, денеңді, жүрегіңді. Жалпы мен кіммін? Тынысыңды, элементарно мына тынысымды әуел білмейді екенмін, шынар ойлашы. До того деп жүре бергендіктен, аннан қалып барам, мынау бақырып жынданып жүре бергендіктен өзімнің нәзіктігімді ұмытып кеткенмін ғой. Сондықтан да маған андай неше түрлі бір түсініксіз ер азаматтар жолығып жүрді. Состояниема байланысты. Қалай нәзіктігімді қоса бастадым? Мына тыныс алуымды ретке келтірдім, өзімді тыңдай бастадым, тыныштық әлеміне ұяладым, жүре бастадым, жүрегім тыңдай бастадым. Мына ойыммен бірге татуласып, мен айтпақшы нәзік екенмін. Нәзік болған қандай керемет. Біздің қасиетімізді мына әйел болғаныма Аллаға шүкір, Құдай мені сөйтіп жаратқанына Аллаға шүкір деп, сол қасиеттерімді одан арғай ашып, кәдімгідей жетістікке жете бастадым. Көп комплимент ала бастадым. Шынымен де сен айтқандай жасара бастадым. Іштей сол жағып жүрген кремдер, сол жағып жүрген, ішіп жүрген суым, сол жеп жүрген наным, былайша айтқанда, кәдімгідей мына йоганың өзі менің женственностімді арттырды. Бақыттым соған байланысты қазіргі таңда бүйтіп мен ұстайтын ер азамат жолықты деп ойлаймын. Мен майысуды, күлуді деп үйрендім, және маған ұнап жатыр ол нәрсе. Қазіргі таңда еркек болып отқан қыздарға айтқым келеді, өздеріңіздің женственностьтарыңызды ашыңыздаршы, әйел екендеріңізді ұмытпаңыздаршы. Керек емес еркек болып. Еркек адамды жаратқан Құдай бар, ер азаматтар бар, бізді қорғайтын, бізді сыйлайтын, бізді бақытты қылатын, біз қорқысақ бізді әрдайым қоршап барлығынан қорғайтын, бақытты ететін ер азаматтар бар. Керек емес. Жаратылысыңыз әйел ма? Әйел болыңызшы, дамыңызшы. Мына гүліміз ғой, одан ары жарқыраңызшы. Іштегі дәнектеріңіз түрлі-түрлі болып ашылсыншы. Сол кезде сізге түрлі аралар қонып, сізді одан ары балдарды бүйтіп төгіп, одан ары гүлдендіреді. Алайда осы бокспен айналысқан кезіндегі сезімдерің қандай болды? Мысалы, мен өмір ондаймен айналысуды ойламаппын да. Қалай жалпы қыз баласы осындай бір мықтылыққа келеді деген сұрақ. Так, бұл жерде психологияға тоқтала кетейін. Жалпы Шынар, сен енді екеуміз екі түрлі отбасында өстік қой.
сенің отбасың жайында айта аламын. Енді әрине сенің кішкене тәрбиең басқалай нәзіктік болады. Өйткені сенде бәрібір де әкең былай, әке деген бір нәрсе болды деп ойлаймын. Менде де болды, бірақ енді бұл нәрсе отбасынан деп ойлаймын. Отбасында кішкене әкенің рөлі слабыйлау болды дегендіктен, мен былайша айтқанда әкем анама қол көтерген жайттарды көргендіктен менде бір қорқыныш, сол травма кішкентайымнан ішімде қалды, бірақ оны қазір проработала нормально. И қалаулым бағдарламасында бір түсініксіз ер азаматтар келіп маған болды да сырласу бөлмесінде, мен психбольницадан кеше ғана шықтым, көзіме бірдеңкелер елестеп тұр, екеуміз күшті үйде тұрамыз деген кезде мен қорыққанымнан не айтарын білмей ана еркек адамға айтып тастайын десем, әке шешесін ойлап тұрмын экраннан көріп отырған, үндемей қорқақтап, содан кейін шықсам, біреуіне жоқ деймін, шықсам, Ақжарқайым мен шешем деп кеп тұр да, қорқып кеттім. Мен ойладым, бұлай болмайды, мен боксқа барайын, мен бір спорт түріне барайын, хотя бы самозащита болсын, алдымнан шықпаса хотя бір талдыратын, бірдеңке істейтін бір нәрсе білуім керек деген нәрсе ойыма, біз мысли материально дейміз ғой, сол нәрсені ойыма құйдым. Тура ертесі жалдамалы пәтерде тұратынбыз ғой, 5-6 қыз болып. Тайбокстан чемпион бір қыз келіп пәтерімізге заселениеға тұрады. Айтады, Ақжарқын, кеттік, менімен боксқа баршы деп, өзімен өзі ойлашы, мысли материально дейді. Қой, қандай бокс десем, тай бокс дейді, мен білмеймін десем, көрсейші, бір күн тренировка істеп көр, ұнаса қалдың, ұнамаса басқасына барасың, дзюдоға барам деп ойлағам мен. Кірдім, неттім, мен енді ауылда андай қи ойып, мөшек көтеріп, атқа шапқан қызбын ғой, поляда жұмыс істеп, қара жұмыс істеп, менде қара күш бар. Сонымен бит көрмеймін, маған оңай қалам деймін. Сөйтіп, сол жерден боксқа келем да, тоқтамай қанша жыл десем болады, бір 7 жыл бокспен айналыстым. Бірақ 7 жылдың ішінде әзір елестетсем, достар, жігіттер мені ұнатады, бірақ Жора, братан деп бүйтіп. Братан деп қарайды да, кейде ана жігіт маған ұнап тұр, бірақ маған братан дейді неге? Өйткені мен бокс екеуміз лапырамыз, кәдімгідей мужской там бүйтіп походкам өзгере бастады, жарыстарға бірге барамыз. Жора, братан деме не дейді маған, айналайын, бір қыз сыйқым жоқ ана жерде. Бірақ бұның барлығы сол кезде бір кайфпен жасалынған нәрсе болды. Күшті сезімге бөленді, өйткені іште агрессия болған ғой. Ер азаматтарға деген агрессияны, еркек адам қол көтергенін көрдім. За кектің бәрі шықты сол кезде. Денсаулығымды күшейттім. Шығару жолы болды. Қазір қарағым келмейді. Қарағым келмейді, мүлдем қарағым. Ой, қойшы, бокста барғым келмейді деймін. Қызық емес маған. Маған танцы, қазір би қызық, медитация, биге барып жүрмін. Тағы да бір би түріне барғым келеді. Бірақ оны көп салып жүрген жоқпын. Тангоға қатты қызығып жүрмін. Тангоға парамен барады ғой. Енді ер азаматымызды қазір көндіруге тырысып көреміз. Бірақ енді ол спорт түрін таңдаған жігіт, енді білмеймін қалай болады екен, бірақ билесек те оны инстаграмға салмайтын шығармын. Жалпы мен үшін бір рет барып көрші деп өтініш білдіргім келіп тұр. Соны билеп көргім келіп тұр, сезінгім келіп тұр танго. Расымен де мүлдем басқа адаммен сөйлесіп отырған сияқтымын. Бірақ бұл өзгерістер өзіне өте жарасады. Боксқа барған кезде ауылдан шыққан менде қара күш бар деп айттың, иә? Орыстарда осындай бір пословица бар, поговорка деп па. Можно вывести девушку из аула, но аулы из девушки вывести нельзя дейді. Қаншалықты келісесің, және келіспейсің. Мен ауылдан кетсем де ауыл менен кетпейді деген қазір. Кешірім сұрап, мен орысша оқыған адаммын. Мен ауылдан шыққаныма мақтанам. Ауылдан көп нәрсе үйрендім. Күшім де пайда болды. Жалпы қазір мысалы өмір бақи бай болып қалу деген гарантия жоқ қой, Шынар. Мысалы, миллионермін де өзімді айта аламын, өйткені миллиондар тауып жатырмын. Ертең миллиардер болып жатамын. Мен ертең құлауым да мүмкін. Мен қарапайым ауылға барып тұрып кетуім де мүмкін. Яғни мен ауылда тұрғаныма қуанам, кез келген нәрсеге мен дайынмын. Жоқшылыққа да, баршылыққа да. Ал былайша айтқанда баршылықта өмір сүріп ауылда өспегендер, қаланың бала қыздары бар, қиналып қалған кезде ауылға барып қалса, ол кісілер енді ақсаусақ деп айтады, грубо айтқанда, қиналып қалатын жайлары бар. Ой, мен аны істей алмаймын, мынау қалай деп жеркеніп бүйтіп. Менде жоқ. Қазір мысалы Геленвагеннен түсіп қораға кіріп жұмыс істеп кетсе, жұмыс істей берем. Нан жауып, қазанға нан жап, тандырға нан жап, кір жуу қолыммен десе істеп кете берем. Қайтадан Геленге мініп, міне виллаға кірді, давай ваннаға жат, спаңды қабылда десе, ол жаққа да кіре аламын. Мен, то есть баланс бар менде. Мына жақта да бола аламын. Ешқандай да мен күшті болып жүріп ауылға бармаймын деген жоқ. Немесе мына жақта да өзімді
байларша сезініп өмір сүре аламын. Яғни мен ауылдан шыққаныма қуанбаймын. Бар, кейбір қылықтарым бар енді. Бәрібір де ауылбайский дейміз ғой, бір сөйлеп қаламыз, деп қаламыз. Ол үшін мен барлығымыз ауылдан шыққанбыз. Негізінде барлығымыз ауылдан шыққанбыз. Бірақ та сенің осы сұраққа көзқарасың қандай екен деп сұрағым келген. Ертең бұйыртса енді бөпелі боласың, сенің балаларың өседі. Сол кезде енді Алматыда тұрып жатсың, қалада тұрып жатсың. Былай айтқанда, еліміздің екінші астанасында тұрып жатсың. Ол бала ауылдық өмірді көрмейді. Оның рас, бұл жерде сенімен келісемін. Негізі баланы ауылға жіберіп тұрған дұрыс. Өйткені қаланың баласын кішкене, мен еще енді 35-тен кейін туған баланы ойбай, менің балам бетіне қарап демалмаңдар дейтін сияқты әңгіме айтатын сияқты болып тұрмын. Бірақ 100%. Кеше ғана бір дос қызым айтады. Соңғы кездері маған балалар көп жақындап жүр. Бір кафеге барам, алдыңа келіп отырып алады. Бір жерден бүйтіп күліп қоям, бала қолымда ұйықтап қалады, жабысады, бетіне сүйеді. Қатты маған бала нетіп жүр да, жабысып жүр. Мен айтамын, бала туу керек қой уже деп ойлаймын. Бірақ осы сәтте айтам, баланы қатты бүйтіп әлпештемеу керек. Әсіресе ер бала. Мен ер бала туғым келеді. Негізі сен гендер патиңді айтқанбыз біз заранее. Шынар да ұл болады, өйткені Шынар ер мінезді ғой деп былай жоспар ойымызды айтқан болатынбыз. Сол сияқты менде ер бала болатын сияқты бірінші. Үйде 2 қызбыз ғой, ұл жоқ. Бірақ қатты бүйтіп кетсең кішкене слабый болып кетеді дейді да. Қатты ауыратын болып кетеді. Еркек баланы кішкене деп нету керек дейді да, енді өсіру керек. Болады ғой, добрый полицейский и андай строгий дейді да. Мен енді бір добрый болам, күйеуім бір строгий болсын, солай дұрыс деп ойлаймын. Бірақ ауылға жіберіп тұрамын деп ойлаймын. Ауылда туысымыз, үйіміз бар. Кішкене бар, поляға барып жұмыс істеп, атқа шауып, есіктің алдын сыпырып деген сияқты оны жіберемін. Өте керемет жоспар. Ләйім осы жоспарлардың барлығы тезірек орындалсын. Өзің қазір өзіңді халыққа немесе елге кім деп таныстырар едің? Позиционированиең қандай? Міне GPT-де TikTok королева дейді. Ал өзің үшін кімсің? Өзім үшін біріншіден қазақтың қызымын. Жалпы қазіргі таңда енді былайша айтқанда кез келген қыз өзінің лицосы дейді ғой, мына не деуші еді, упаковка, бренд, жеке брендке әр қыз жұмыс істегісі келеді, танылғысы келеді. Енді мен қазіргі таңда өзімді жеке брендім бар, Қазақстанға танылған бизнес-лейди деп өзімді айта аламын. Қателеспеймін, және де 100% сенімдімін оған. Өйткені жұмыс жасап жатырмын. Қазіргі таңда 3 жылдық бизнесім бар. Әрі қарай 2-3 бизнес ашқым келеді, ТРЦ ашқым келеді. Жалпы не нәрсе ойыңа келеді, сенің потенциалың соған сай келеді. Потенциалың сен сол нәрсені жасай аласың деген нәрсені білдіреді екен. Егер мен мысалы неге 2-ның бір ТРЦ ашқысы келмейді? Өйткені оған потенциал жетпейді. Мен соңғы осы 1 жылдың ішінде сол нәрсені айтып жүрмін, және де сол нәрсеге жеткім келеді. Оның, конечно, артында үлкен қаражат тұр. Қаражаттан бөлек структура ары қарай алып кету. ТРЦ ашылатында ашылады ғой, ары қарай жұмыс жасау өте үлкен командамен, және де ми керек оған. Сол нәрсе ойымда бар, және де тағы да бір бизнес ойымда бар. Қандай? Жора преображение деген. Ол қалай? Қазіргі таңда мысалы көптеген әйел азаматшалар тұрмысқа шыққаннан кішкене өздерін бәрібір де кішкене түсіріп қояды. Балаға қараймыз деп, ата-енесі бар, күйеуі бар, шаштары жасалынбай, тырнақтары жасалынып, кірпіктері түсіп, артық салмақ қосып, бірақ та қызығады да, киінгісі келеді, алғысы келеді. Кейде даже ақша болып тұр, уақыт болмай қалып жататын жайттар бар. Мен сондай келіншек қыздарға мынандай бизнес қазірше айтып қояйын, кішігірім жоспарын. Мен сіздің проектіңізге бірінші рет айтып отырмын. Бұл эксклюзив. До и после 2 есік болады. Бір кішігірім домик, Жора преображение деген домик. Бір есіктен кіресіз, қолыңызда балаңыз бар, шашыңыз үйпа-түйпа, түріңіз краскіленбеген. Кіресіз, сразу маникюр, педикюр, шашыңыз, бетіңіз, киіміңіз таңдалды, духиіңіз таңдалды, туфлиіңіз таңдалды. Массаж болса массаж, тағы да косметологический процедураңыз қойып, былай 2-ші есіктен шығасыз да, все. 2-ші есіктен новая Шынар, упакованная, ухоженная, да, күйеуіңіз Range Rover мен Геленвагенмен келіп, там не знаю, қандай да күйеуімді де сразу бересіздер ма? Күйеуіміз шақырып қоямыз, есік ашылады, балаңызбен бірге бүйтіп тойға шығып кетесіз ғой, духиіңіз бар, туфлиіңіз киілген, көйлегіңіз таңдаулы. Енді ол жерде пакеттер болады. Орташа арзандау, орташасы кішкене қымбаттау. Пакетке байланысты услугалар кіреді ішіне. Сондай бір керемет идеям бар. Соңында жүзеге асырғым келеді. Керемет деп ойлаймын, бұндай Қазақстанда шықпаған. Бұл әйел азаматына керек нәрсе деп ойлаймын.
доға кіргенде бүйтіп кіреді, бәрін түрлері кішкене өз-өздеріне сенімсіз болып. Баласын ана жерде нянялар алып кетеді, детский площадкаға апарып ойнатып, фрина беріп деген. Все включено. За деньги ғой. Дұрыс, не болса да. После шыққан кезде былай шығады, жарқырап, күлімдеп, походкасы да өзгеріп, күйеуіне жан, я готова, заберешь меня деген сияқты. Сондай бір күшті идея бар. Өте керемет идея. Жүзеге асырғаныңды күтетін боламыз. Мен де барар едім. Кім білер, мүмкін екінші бөпеммен. Қызық қой саған да, қалай болады екен деген. Арасында мына бір есікке кіріп екіншіден шыққанша қанша уақыт өтеді, қызық маған, шын айтсам. Андай телевизордағыдай 1 минуттан кейін шыға салсам бола ма? Ол сенің таңдаған процедураңа байланысты, Шынар. Болды, келістік. Және де осы идея туралы айтқан кезде Жора преображение дедің. Неге Жора? Жора деген сөз жалпы бұл қалауымнан шыққан нәрсе. Қалауымдағы Динара деген әнші қыз бар еді ғой бізде. Соның Ақжарқын деген дос қызы болыпты. Сонымен ол бір тусаға жиналып жатырмыз. Он Жора дейді екен. Сонымен Жандосқа звондап, Жора мен шығам деген ғой. Жора деген кім деген. Сонымен Ақжарқыншы деп, Жора дейміз ғой оны деп. Сонымен бәрі Жора деп кетті. Негізі Жора деген сөз біреулер айтады, немене орыстың алқашының аты ма, вор законе ма, немене сөз ма? Әп-әдемі Ақжарқын деген атың бар, Жора деп, жынды сияқты деп. Ақжарқын деген атты Жора деген брендке. Бұл сөзді айта кетейін, қазақта бұл сөзге неге мен келістім? Почему я подписалась под Жора, да? Неге? Себебі қазақта Жора жолдас деген сөз бар. Жора жолдас дос. Білесің, менің достарым өте көп, мен өте общительный адам. Мен любой тусаға кірем, ертесі 5 дос тауып шығам, сол 5 доспен мәңгі бақи араластырып кетем. Ол 5 достың 5 подружкасына барам, олардан араласып кетем. Энергия ғой, енді энергия жалпы адам маған тартылады. Өйткені мен жақсы комплименттер, әдейі емес, шынайы бүйтіп жүрегінен жарылғандықтан адамдар көп дос болғысы келеді менімен. Содан енді Жора деген сөз, дос, Жора жолдас. Маған достарым көп, сондықтан Жора деп кеттім. Қазіргі таңда мағынаға Жора преображение деген жақсы ортадағы разы адамдар деген расшифровканы айтқым келеді. Жақсы ортадағы, жақсы орта, жақсы орта создаешь по-любому. Менің дос орталығым бәрі жақсы адамдар. Ертең Жора форум, женский форум болса да өңкей жақсы адамдар орталығына келеді. Разы, әрдайым благодарны дейді ғой. Мен мысалы благодарность дегенде разылықты өзіме әдетке айналдырғанда әр затыма, мына ішкен суыма алғысым шексіз, өсіп жатқан шашыма алғысым шексіз, Шынар саған алғысым шексіз, бүгін шақырғаныңа, ішіп жатқан, жеп жатқан наныма, тұрып жатқан пәтеріме, жүріп жатқан аяғыма алғысты көп білдіре бастағанда менің өмірімде өзгерістер болды және өсу болды. Сол сияқты разы дейді ғой, разылық. Благодарные люди будут собираться менің сол Жора разы орталығымда, Жора орталығында. Жалпы тағы 3-ші бизнес Жора орталық, қыздар орталығы. Стрессте, депрессияда жүрген қыздар мені бір тыңдай ма, күшті рахаттанам, шығады. Бәрін ұмытып қалады бір күнде. Сондай бір домик ашқым келеді. Тағы да бір домик. Жора, главное Жора болса болды. Бірақ та расшифровкасы өте әдемі, өзіне де жарасып тұр. Енді түсіндік, өйткені мен үшін де осы 7 жыл бойы, 7-8 жыл бойы неге Жора деген сұрақ басымнан шықпайды. Әп-әдемі Ақжарқын деген атын неге Жора деп нағыз өзгертті дегенге мен де үнемі сұрақтанатынмын, жауабын алғаныма қуаныштымын. Мен де жақсы ортадағы разы адамның бірімін. Жора. Жақсы ортадағы разы адамдар көп болсын. Амин. Қазіргі таңда осындай жарқын, ақ жарқын Жораны көріп отырмыз. Бірақ та бұл енді қазір бір жақсы болып тұрған сәт қой, яғни өміріңде барлығы реттеліп, бір жақсы нәтижеге келген сәт. Ал жағымсыз, өзіңді жоғалтқан сәттер болды ма? Әрине болды, өте көп болды деп айта аламын. Мен жалпы 21 жасымнан жұмыс жасап бастаған қызбын. Психологияға келгелі бері мен обидаларды прорабатывать етіп дейді ғой, енді обидаларды кетіріп бастадым. Көп обида болыпты мектептен, сонау колледжден. Ойлашы, Шынар, сен біле білсең, 4 жыл педагогикалық мамандықты оқыдым ғой. Жалпы мұғалім менің мамандығым емес, мен негізі өнерге баруым керек еді. Әке шешемді қинамайын деп, ол кісілердің жағдайы болмағандықтан грантқа түстім да, әйтеуір бітірдім. Бірақ та 4 жыл бойы қызыл дипломым 5-ке оқып жүріп, вечерге бармай, жігітпен жүрмей, мектепте любой затты колледжда бірінші мен айтатын, бәрі мен жек көретін өсір қыз. Бүгін айтпай ақ қойшы, бәріміз оқымай келдік десе. Хорошо, мен отыра беремін, айтпаймын деп айтпаймын. Журнал бойынша сұраса, ренжімеңдер, айтамын дейді. Журнал бойынша бәрі 2 алады. Мен 1-2 адам бар тағы да. Біз 5 аламыз, біз жек көретін, айтпай ақ қойсаң болмай ма, сонда оқымадым деп айтсаң болмай ма, бәріміз 2 алар едік қой деп. Сондай болған. Ең соңында 4-ші курста
бір сұрақта экзаменде құлаймын, 4 жыл бойы беске оқығаным, бір 4-тің арқасында көк диплом алып қаламын. Бір 2 қыз керемет оқыды деп айтпаймын, бірақ та екеуі қызыл диплом алып кетеді, мен көк диплом алып қалдым. Жылап еңіреймін, 2-ші оқымаймын деймін ғой. 3 ай практиканы. Елдер ақшамен берсе, мен 3 ай мектепте сабақ беремін. Ағылшыннан сабақ беремін 5 пен 7 классқа. И 4 класстарға бастауыш сыныптан сабақ беремін. 3 ай оқып бүйтіп документім мынандай алып барамын ғой. Соның бәрі қалды, міне коробка оқыған заттарым бәрі қалды, бәрін өртедім, оқымаймын дедім да. Алматыға келіп, официант болып бастап, официант болдым, риэлтор болдым, аптекада продавец болдым, тирда оқысаттым 20 теңгеден. Күніне 1500 теңге аламын, жасым 25-те, шынар. До того қандай мышление жүрмін, ойлашы, 25 жасымда 20 теңгеден оқысату деген не? Ят емес пе, мысалы. Қандай мышлениеде болғам. Риэлтор болдым, тағысын клиникада ресепшнда істедім, мегада продавец, енді бір үлкен сауда орталығында продавец болдым. Тоқтамадым, жұмыс жасай бердім. Ол жерде ұрсып кеткенім болды, жылап кеткенім болды, алдап кеткендер болды, зарплатам бермей қойған кездер болды. Бірақ соның арасында официант болып жүрген кезде сол кастингтерге барып жүру арқылы, өйткені талант жатыр ғой, бәрібір де мына талант саған маза бермейді екен ол. Бүйтіп шынып тұрасың. Шыққан кеп тұрады да. И бір орыс кісілерге кастингке бардым. Снегурочка 5000 теңге дейді. Болғам деймін ғой. Бүйтем да. Здравствуйте, я пришла стать звездой. Сделайте из меня звезду. Ана қарқылдап күлетші. Мария деген кісі. Ол кісілер көрмейді ғой. Звездой хочешь? Какая-то уверенная. Давай, попробуем дейді. Хочешь стать Снегурочкой? Давайте деймін. Орысша текст береді. Жаттап аламын. Соны мен мектепте жақсы оқығандықтан жаттауға сеттім. Күшті болды. Жаттап аламын да Снегурочка 5000 теңгемді аламын. Бір корпоративке кіремін. 2 корпоратив. Сөйтіп 50 000 теңге тауып шыңғырып жылап, сосын новогодний 50 000 двойной төлейді. 12-де 50 000 теңге төлейді. 00-де сөйерде қарсылап тауда. Дед Морозбен бірге. Сөйтіп мәз болып шығам. Бір күн айтады, давай сенің дикцияң жақсы екен, мектепте мен жүргізуші болғам көп. Бракосочетание қазақша жүргізіп көресің бе дейді. Давай деймін ғой. Қазір бізге әдемі қыздар керек, ана шаштары май-май апайлар не хотим дейді. Енді ол кісілер ренжімес, шын сөз бұл, рас нәрсе, болған нәрсені айтып жатырмын. Сосын жарайды деймін, бір жүргізіп көремін, 10 000 теңге береміз дейді. Енді үстіне қанша қосатындарын білмеймін, мәзбін 10 000 теңгеге. Содан ана видеоларды көрсетсе, байлар көреткен мына қызы деп бір күні бай бір ресторанға шақырады байлар. Жүрегім дірілдеп кеткен, ойбай, мына қымбат не деген ресторан, байлардың бір депутаттың баласыныкін жүргіземін ғой. Әлгі дір етіп, бірақ та енді халықтың алдына шығып бұрында ведущий болған опыт, все равно опыт есть опыт. Жиналдым да, четко жүргізіп бердім. Содан кетті заказдар. Одан кейін бір күн айтады, давай сен менімен бірге ведущий бол, қазақша тост қана бересің, мен орысша жүргіземін дейді. Давай деймін. Давай сен ән айтып шық дейді, бірақ живой айтасың дейді. 3 ән, 5 ән сөйтіп айтып, кәдімгідей ұялу, халықтың алдында выступать ету деген бәрі кетті. Сол кісіге әлі алғысымды айтамын. Мария ханымға менің талантымды ашқан сол кісілер. Орыс халқы өте қолдады мен. Мен ол кезде ақшам да болмады, былайша айтқанда киінетін киім де болмады, барлығын солар қолдап мені ашып, сол дайын піскен түрде қалауымға бардым ғой. Содан ары қарай басталып кетті. Өзінің жұмыс жағынан жолыңды айттың да, 20 теңгеге оқысаттым деп. Және де қараш, мышлением қандай, мен сол кезде 25-темін, осылай істедім деп айттың. Негізі оны бір негативті түрде айтқандай болдың маған. Бірақ та біздің оқырмандарға жеткізгім келген ой мынандай. Әр адамның жолы әртүрлі. Сізде ішіңізде талпыныс болу керек. Мен де әртүрлі жұмыс жасадым, сен де әртүрлі жұмыс жасадың. Сіздер де қазір өздеріңізді таба алмай жүрсеңіздер, ол өмірдің соны деп ойламаңыздар. Адамның тағдыры, тарихы, жүретін жолы әртүрлі. Сол себептен жасыңыз 25-те болса да, 30-да болса да, бүгін оқсатып жүрсеңіздер, ертең кім білер, осылай подкастқа келіп, мен миллионермін деп айтып отырасыз. Сол кезде оқсататын апайды алда кетіп едім. Мен киноға түсейін деп жатырмын. Мені Жүргеновке шақырды деп өтірік айтып қашып кеткенсің. Ұялғаным ғой, ана жұмыстан мен кассаны күш жасайтын. Әзір бар ғой, шынар айтпақшы, мен тирді мықтатам. Көктөбеге барсам, ана тир ататын ойыншықтардың бәрін ұтып аламын ғой. Мен қайт дейді, өйткені мен ана жерде мергендігімді дамыттым. Қазір оқ атқаннан мықты ләззат аламын. И сол апайды ұялып, ана кісіден енді кетудің амалы ғой, қалай айтсам екен деп, мен Жүргеновке актриса болып кетіп баратырмын деп. Соның өзінде қараңыздаршы. Көрсеңіз, апай кешіріңіз деп.
қандай себеп айтқан, иә, мен актриса болып кетіп баратырмын, жұлдыз болып кетіп баратырмын деп өтірікті айтып қашып кеттім сөйтіп. Жақсы сөз жарым ырыс дегенде осы. Не болса да өзіңіз туралы, өміріңіз туралы тек қана жақсы сөз айтыңыз. Әр сөзіңізге Алла аумин дейді. Сөз айтады ғой, адамның сөзі тас жарады, тас жармаса бас жарады. Бір сөзбен адамды өшіруге болады, бір сөзбен адамды өсіруге болады дейді. Жалпы біздің өміріміз мына сөзден құралады екен. Ең өміріміз, ниетіміз дұрысталу үшін, өміріміз керемет болу үшін сөзімізден бастау керек екен. Қайырымдылық, психология деген екінші этапта, бірінші кезекте сөйлеген сөзімізден. Біреуді ғайбаттайсың ба? Бәрібір сол өміріңе келеді. Дұрыс емес боқтық сөйлейсің ба? Өміріңе минус болып келеді. Сондықтан дұрыс сөйлеп бастасақ, өміріміз қалай өзгергенін білмей қалады екенбіз. Сондықтан мына сөздің құдіреті деген өте керемет шынар. Ойлап сөйлесең де, ойнап сөйлесең де, ойлап сөйле деп бекер айтпаған. 100% келісемін. Сол себептен де біздің подкастымыздың аты ойлап деп. Ойлап сөйлеңіздер, және де тек қана жақсы сөз айтыңыздар. Есімде болса, өмірінде тағы да бір өте қиын сәт болды. Ол әкене байланысты. Біраз уақыт бойы жаман аурумен күрестіңдер. Өкінішке орай қазіргі таңда енді жаны жанатта деп айтсам болады. Сол туралы сұрақ қойсам деп бола ма екен? Әрине, бұл нәрседен қашып құтыла алмаймын. Жалпы әкем бұл өмірден марқұм болып өтіп кетті. Өте керемет жан болатын, әрдайым мен сияқты күліп жүретін, әрдайым позитивта жүретін, елді күлдіртіп жүретін, сөзге шебер, мықты, келген жерінде бәрін гүлдендіріп, бәрін көңілдерін көтеріп жүретін ақ көңіл жан болған. Ойда жоқта аяқ асты аурумен ауырып қалды. Жалпы Құдай өзі білдіртеді екен. Байқасаңыздар, мен инстаграмда осыдан 1-2 жыл бұрын әке-шешемді Алматыға алып келіп, қыдыртып, мықты ресторандарға барып, қымбат киімдер әперіп, қымбат емес енді, қымбат ресторандарға барып, киімдерін әперіп, әке-шешем толықтай қыдырттым. Түгел тексерттік әкемді, бірақ жерін сол өңешін тексертпегенбіз. Андай айтады ғой, ФГДС жұту дейді ғой, зонд жұту. Соны ғана жасамай қалдық та, басқасын бәрін өттік. Нормально деп кетті. Егер сол сәтте соны жұтқан кезде бәлкім 1 жыл бұрын білетін бе едік. Бірақ Алла тағаланың қалауы енді солай болу керек болды. Сонымен анамен дәрігер ғой, звондайды бір күн, әкең қап-қара болып баратыр, арықтап баратыр, осы онкология ғой деп. Мамамен түгел сразу біледі ғой. Бірден сөйтіп айттым. Онкология ғой деймін, әкең Алматыға алып барайық, көнбей жатыр дейді. Әкем мені тыңдайтын. Папа, келіңіз, болмайды былай деймін. Мен әлі тұрмысқа шығамын. Мен әлі баламды тұрмысқа шыққанын көріңіз қажет деймін да, бұл мүмкін емес. Келіңіз деймін. Сосын әкем менің жүрегіне тимеген келді. Келіп қаратқанда әкем жанында болдым. Дәрігер шықты да, сіз кім боласыз деді. Қыз дедім, әкеңізде үлкен опухоль бар, азыр айтпаңыз, жол жүруге болмайды. Ондайда тамақта комок даусым шықпай қалды өзімен өзі. Сонымен айттым, я деп қатты білдірткен жоқ, өйткені әкем тұрды жанымда. Папа, бәрі нормально, ешқандай ауырмапсыз, жай бір емделетін нәрсе екен дедім. Үлкен деді. 4-3 стадия болып кеткен, злокачественный, үлкен болып кеткен, операция қажет дейді. Сонымен анаған шығып, мынаған шығып, не істерімді білмей, мамам бірден айтты, қызым, әкең 70-ге таяп қалған. Егер де біз операция жасайтын болсақ, онда әкеңнен айырылып қаламыз. Өйткені операцияда түгел алып тастайды екен. Стенд дейма сондай қояды. Жалпы онкологиямен ауыратын кісілер өте көп. Қазіргі таңда Құдайдың бетін арғысын, онкология деген өте ауыр, онымен күресу қиын. Бірақ біз үмітімізді үзбедік. Әкемнің өлімін көз алдымда көрдім. Естіген кезде басында оның үстіне 100 миллион қарызым болды. Әкем ауырып қалады. Не істерін білмеймін. Өлімге кеткен сәттер де болды. Бірақ барлығы менің ойымда тұрды. Өйткені мен үйде жалғыз 2 қызбыз, сіңілім енді тұрмыста, ол жұмыс жасамайды ауылда. Мен жалғыз жұмыс жасағандықтан барлығын жиналып сол сәтте мен осының бәрін жеңуім қажет деп айттым. Оқырмандарымнан сбор жасағанымда бар. 1 миллион оқырмандарыма алғысым шексіз. Алла разы болсын, мың еселеп қайтсын. Көмектескендері бар. Тоқтамадық. Бірақ та мамам айтты, операция жасатпайық, кез келген емді қолданайық, бірақ өмірін ұзартайық деді. Күнделікті әкең көз алдыңда жатыр. Ең қиыны сенің әкең міне кетеді деген нәрсе, ең ауыр нәрсе көз алдыңда 25 килограмм арықтап, тамақ жүрмей қалған, прям пипеткамен тамақ берген кез болды.
бауырлары келіп қоштасып жатты. Қиын екен, ең қиын сәт сол болды өмірімде. Қатты мындай білдіртпедім, ешқандай инстаграмға салған жоқпын жылағанымда. Бірақ тоқтаман асыл өлгім келетін кез болды. Өйткені мен партнерлармен жұмыс жасамай қалған кездеріміз болды. Айттым, мен осындай қиналып жатырмын, күте тұрыңыздаршы десем, жоқ, ақшамызды орнымызға қой дейді. Сонымен әйтеуір ең ауыр зат әкеммен бірге кредит алуға барған кез. Папа марқұм кредит бермейді ғой сонда да, бірақ біліп тұр да, мен айттым, негізі қателігім әке-шешеме қарызға кіргім дегенді айтқаным ауыр болып кетті ма деп ойлаймыншы, қазір айтпай ақ қою керек еді ма деп қоямын бір жағынан. Айттым, екеуміз кредит алуға барамыз. Я, мен пенсиям бар, балам деп, папам барынша ақталып жатыр да, маған кредит берсін деп бір кездер. Аналар түсініп тұр да, то, что папам кішкене алжи бастады да, ұмытшақ бола бастады. Онкология деген памятті жейді екен, алжи бастайды, тоже қуып кетеді, кішкене ашушаң болып кетеді. Сонымен әкем ана жерде жоқ деді, әрең жүреді еще, екеуміз жетектеп бүйтіп барып, сосын әлі есімде сол. Бәрібір де ата-ана деген бала үшін бәрін жасайды екен. Соңғы дейін қалғанша ата-ана деген баланы қорғап қалғысы келеді. Қарға баласын аппағым, кірпік баласын жұмсағым дейді ғой. Әр ата-ана баласын былай өмірде жылағанын көргісі келмейді екен. Бірақ берілмедім, сонда да жұмыс жасадым. Осы TikTok шықты, Instagram шықты, бәрін саттым. Ұялмадым, бәрін инстаграмға реклама сала бердім. Кейбір дос қыздарым айтты, Ақжарқын, сен неме реклама сала бересің, инстаграмын дұрыстап жүргізсей, неме жарнама толып кетті. Ал мен мына жақта қиналып жатқан, маған кім ақша береді? Мен ешқандай ер азамат көмектеспейді. Анам пенсионер, әкем пенсияда. Біз қарапайым отбасынан шыққан адамбыз, сондықтан мен тоқтамадым. Кім не десе ол десе, мен тоқтамай жұмыс жасаймын деп TikTokта күні түні 2 сағаттап кірген. Өйткені менде берілмеу, тек қана сенімділік болды, мен бұл нәрседен шығам деген. Бірақ әлі есімде, Шынар, сенің келіп гүлмен келгенің андай екен, бұл жерде қолдау екен. Бұл нәрседен ешкім қашып құтыла алмайды. Бұл адамның өмірінде не болатынын білмейміз, ертең не күтіп тұрғанын білмейміз. Кез келген адамның басында бұл ауру болуы мүмкін. Я? Жалпы сондай жағдайға түскен кезде қолдау деген керемет. Бір ауыз сөз адамға қандай қолдау береді. Ақша емес мәселе. Сенің жаныңда ол болу емес. Бір телефон соғып, қалдарың қалай, жақсы ма, бекем бол. Қандай да бір көмек керек болса, мен қолымнан келген аямайым деген тек бір ауыз просто пустой сөз болса да, адамға қолдау екен. Мысалы, сен сол кезде келіп гүл беріп кеттің, маған менен қандай көмек керек деген кезде, кәдімгідей жүрегім елжіреп кетті. Қандай күшті. Күнделікті араласпасақ та, қаншама достарым болды, біраз достарым жоқ болып кетті өмірімнен. Қарызға кірген кезде көмектесем, Жора, мен сенімен, любое время деген бәрі жоқ. Санаулы адамдар қалды. Сол әлі ұмытпаймын, Шынар, сондықтан да саған рахмет сол кезде қолдау болғаныңа. Әкем кетті, көз алдымда адамның жаны шыққан өмірімде бірінші рет көрдім. Былай дегенде соңғы деймін аузынан шығып кететкен. Көз алдымда кәдімгідей кетті. Сол кезде мен есейдім. Ырымыңдаған, қылмыңдаған барлығы артта қалды. Мен сол бір сәтте ересек адам болып кеттім. Кәдімгідей мен бұдан бұндай өмір сүрмеймін, қиналып өмір сүрмеймін. Тек қана бақытты болғым келеді. Әкемнің армандаған тұрмысқа шықшы қызым деген сөзіне нағыз ер азаматқа жолығып бақытты болғым келеді. Анам көрсін, әкем көрмеген қуаныштың бәрін анама сыйлайын деп менде үлкен мотивация пайда болды. Содан бастап мен бағана айттың ғой, қалай жетіп жатсың? Болды, мен бұрынғы Ақжарқын болмаймын. Мен бұрынғы жалып жертва Ақжарқын болмаймын. Мен өсем, өнем. Мен тек қана алда бақытты өмір сүремін, тек қана баршылықты өмір сүремін деп өзіме цель қойдым. Әкемнің денесін анам екеуміз ауылға алып бардық. Ең ауыр сәт, қыз бала өзінің әкесін, өлі денесін сонша километр жерге алып бар. Мамам дәрігер ғой енді. Ол өлімнің түрін көрген, мен бірінші рет көріп отырмын. Бірақ әкемді үйге кіргіздік, жерледік өзінің туған жеріне. Түсіме кіреді, марқұм қолдап жүреді. Егер осы онкология болмағанда 100 жасар менді. Тек онкология бірден алып кетті. Сондықтан онкологиямен ауырып жатқан кісілер, бекем болыңыздар, үміттеріңізді үзбеңіздер. Жалпы адам деген Шынар қаралып тұру керек. Біз қазақтар әбден
шайнектің суы қаңғырлап тесілгенде барамыз ғой, алдын ала чекап өтіп қарап, мына нерв арқылы адам біраз ауруға, қалай онкология болғанын білмей қалады. Онкология білінбейді екен, біз біраз жыл білмедік, 3-ші стадияға кетіп қалған, білмегенбіз. Сондықтан бұл білінбейтін ауру, тексеріліп, нервін шітетпей, стресске түспей, өз-өздерін бағалап, денсаулықтарын күтіп қараса деп ойлаймын. Ең соңында өйткені мынандай нәрсеге түсіп қалмашы. Сол ең ауыр сәт өмірімде осы. Мен білмеймін, подкаст так делать или нет, но ата-анаң барда барлық жақсылықты жаса Шынар. Ертең кеш болуы мүмкін. Қабат деген болмасын. Жалпы ата-анасы бар кісілер, ата-аналарыңызды сыйлаңыздар, ол кісілерді ренжітпеуге тырысыңыздар. Барынша қуантуға тырысыңыздар. Ертең ол кісілер бір-ақ сәтте жоқ болып кеткенде өмірлеріңізден. Сіздер қабат неге анамды құшақтамадым? Неге әкемді құшақтамадым? Неге беттеріне сүймедім? Неге осы затты алып бермедім? Кеш болады. Бәрі кеш болады. Өйткені ол кісілер қайтып келмейді. Әлі де әкемді осы құлағымда, әлі де бір телефонда звондайтын сияқты, папа деп. Ешқашан телефонда папа деген жазу шықпайды. Әлі де әкем түсімде де тірі сияқты. Акан дейтін, акан қызым, қайдасың, акан қызым деп күліп, әлі құлағымда дауыс бар. Елестеп, мәңгі бақи есімде, мәңгі бақи сағынам. Өйткені әкенің орны бөлек. Жалпы ата-ананы сыйлау керек, қадірлеу керек. Ата-ананы сыйламайсыздар ма, бұл өмірде бақытты боламын деп ойламаңыздар. Мүлде бақытқа кенелем деп ойлама. Ата-ананы қақсатасыздар ма деп мен өзім салған болатын пост. Сізді ертең болашағыңыз қақсатады. Сондықтан ата-ананы қадірлейік, бағалайық. Жаным. Енді қазіргі таңда алдағы уақыттағы жоспарлардың бірі тұрмысқа шығып ана атану ғой. Әкем көрмейді, ойлаймын да мен. Ертең тойымда төс қағыстыру үшін білесің ғой, әкем ер адам төс қағыстырады, әйел адам бет сүйіседі. Сол кезде әкем сол кезде бір қатты жылайтын сияқты. Сол сәтте енді өзің басынан өткерін түсінетін шығарсың деп ойлаймын. Әкесі марқұм бір жерде домалап жатқан шығар. Бірақ та деп айтқан кезде мен әкем сол кезде қатты білінеді. Қазір енді андай күнделікті білінбейді ғой, ұмытылып кетті, былай ұмытылғанда жүректе, бірақ та күнделік ойламайсың да, жұмысыңды істеп, үйтіп жүре бересің. Ертең сол сәтте әкеші мен шешесін ортаға шақырамыз деген кезде мен бір қатты жылайтын сияқтымын. Бірақ енді менің бақытты болғаным қалайды деп ойлаймын әкем. Жалпы кез келген ата-ана баласының бақытты болғанын қалайды. Сондықтан барынша бақытты болу, әкем үшін, өзім үшін бақытты болуға тырысамын. Өте дұрыс ұғым. Және де айтқым келгені, бұл өмірде, бұл жерде біздің әрқайсымыз тек қана қонақпыз. Бүгін келеміз, ертең кетеміз. Және де сол ертең қашан болатыны өкінішке орай белгісіз. Мен сені құрбы ретінде, қыз ретінде, адам ретінде толықтай түсінемін. Қаншалықты ауыр соқпа екенің. Бірақ та өмір заңы сондай. Бәріміз мәңгі емеспіз, қонақпыз. Бекем бол. Және де мынандай фраза айттың, әкем кеткен кезде расымен де есейгенімді сездім деп. Өмірде кризистардан адам есейеді. Яғни өзің добровольно, өзің қалауымен осындай бір есеюге, өзгеруге қадам жасамасан, өмір кейбір сәттер арқылы итермелейді. Барынша осы өмірді бақытты сүруге тырысыңыздар. Оқыңыз, жақсылыққа талпыңыз. Және де уақытлы чекап істегендеріңіз жөн. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеп, денсаулықты күтіп қарау керек. Өту керек, анализдер тапсыру керек, жалпы қаралу керек та, өйткені бұл онкология деген айтып жатырмын бағанада, байқалмай адамда білінбейді, жүре бересің, сен онкология екенін білмейсің, бәрі дұрыс сияқты көрінеді. Тек қана уже соңғы стадияларда ма? Ол кезде уже кәдімгідей көрсетіле бастайды, түрін қарайып, арықтап,
өзі бір знактар болады. Сол кезде ойбу мен бір жерім ауырады ғой деп білесің да, өйткені ол білінбей басталады онкология деген. Енді көз алдымыздан ауру көрдік, өлім көрдік, сондықтан маған кейін жазғандар өте көп болды. Бізде мысалы ауырып қалдық, күйеуім ауырып қалды, інім ауырып қалды, Ақжарқын не істесек болады. Мен айта алмаймын ештеңе деп. Әркімдікі индивидуально. Бұның бәрі неден білесің бе, Шынар? Жалпы онкология, нерв, стресс, нервін жетпейді дейді осы адамдар. Мына қу дүние дейміз ғой, қу дүниеде таксистпен ұрсып қалдым, мына бесит меня, мына жұмысым бүйтіп қалды, анау мені алдап кетті, бүгін құлап қалдым, туй, мына көйлегім былғанып қалды батпаққа, мына машина неме маған. Мен оның бәрінің нервный клеткалары повреждается. Кетіп жатыр, бағана нервтер жиналып, бір күні бац етіп мынандай ауру шығады. Сосын реніш. Күйеуіне деген реніш, анасына деген реніш, енесіне деген реніш. Ішке жиналып, айтпай, жиналып, әйел адамда мына женский жақтан ауру болып шығады екен. Енді мен профессионально бір дәрігермін деп айтпаймын, жалпы оқып білген, онкологияны көп зерттедім ғой, әкем ауырып бастаған кезде. Сондықтан реніш, обида осы жіберіңіздер. Ешкімге ренжімеңіздер бұл өмірде. Былай ғой, ертең бұл өмірде жоқ болып кетуіміз мүмкін да. Ертең мысалы сен де мен де бір-ақ сәтте жоқ болып кетуіміз. Сонда сенің ренжігенің, бағанағы нервің жеткенің бәрі ұмытылып қалады. Ешкімге де келмес. Анау маған ренжімеді деп ешкім сені айтпайды да. Ұмытылып кетеді. Иманды болсын дейді. Болды. Бұл нәрседен ешкім қашып құтылмайды. Сен айтқанда бағана бұл өмір уақытша. Сынақ өмір дейді ғой. Сыналамыз бұл өмірде. Сондықтан мына қамшының сабындай қысқа өмірімізді бақытты, тату, тәтті, бір-бірімізге бақыт тілеумен, махаббат сыйлаумен, қолдаумен өтсек, бұл өмір керемет болады. Яғни әркімнің өз қолында. Қалай өмір сүргісі келеді, өзі біледі. Егер де сол жынданып, нервін шешіп, аурумен кетем десе, кетсін. Бақытты болып, бәріне махаббат сыйлап, осы өмірде рахаттанып өмір сүрем десе, тағы өз қолында. Әркімнің таңдауы өзінде. Мен біреуге мынандай өмір сүр деп, 100% былай осындай істе деп ақылшы болып айтпай қойын. Әркімнің таңдауы бұл өмірде. Қалай өмір сүргісі келсе, солай өмір сүреді. Бірақ дұрыс түрде бақытты өмір сүруге, адамдарға жақсылық тілеп, рахатпен өмір сүргенге не жетсін деп ойлаймын. Арман мақсаттарыңа жетіп, өзіңнің ойлаған нәрсеңді айтып, мысалы, тек қана армандап қана жүрмей, іс-әрекетпен сол нәрсеге жетіп, өмірдің ғажабын, барлық махаббатын, энергиясын алып, керемет өмір сүрген маған ұнайды, және де сол нәрсені ұстанам аяғына дейін. Өте әдемі. Ең бастысы деніміз сау болсын. Иә, аумин. Қазір терең түсінемін да осы өзгерістердің үлкен бір себептерін. Расымен де өте қиын жол, өте қиын тағдыр және өте үлкен соққы. Бұл нәрседен де қатайдым. Және де мына әкесі жоқ, шешесі жоқ кісілер көп түсінеді деп ойлаймын. Өйткені бұл сезім басқаша, Шынар. Бұрынғы уже бала сезім болмайды. Өтте өмірге бір четкий дейді ғой, дұрыс нұсқаумен қарайсың. Өміріңді текке өткізбеуге тырысасың. Ыржың-пыржың, анау-мынау. Байқасаң, мен содан кейін қатты өстім. Әкемді қалай жоғалттым, финанс жағынан да өстім, психология жағынан да өстім. Мен байқасаң, қазір мотивационный блоктар түсіріп бастадым. Мен даже ешқандай да әдемі былай камерамен емес, жай былай түсірем. Көп деген адамдар маған жазады: Ақжарқын, қандай керемет сөздер, мына сөздер жетпей жатыр еді маған. Мен осындай состояниеде жүредім. Мынандай нәрсені істегім келіп жатыр еді, сіз маған кәдімгідей бір себепкер болып, сізді тыңдап рахаттанып қалдым деп біраз адам жазады. Яғни халық жүрекке жеткізе алдым. Өйткені бұл мен бір жерден оқып, қайталап жаттап айтып жатқан жоқпын. Өмірімдегі іс-әрекеттер, құлаған сүрінгендерімді жеткізіп, сол психологиямен ұштастырып, бір қарапайым тілде жеткізгендігім біраз халықтың жүрегінен орын алып жатыр. Және де айттым ғой бағана, құр сөзге де зар болып қаласың. Қиын жағдайға түскенде ақша емес, жаныңда болған емес, құр сөз, бір ауыз жылы сөзге зар болып қаласың. Сондықтан да мен қазір мына көріп отырған оқырмандарға бір ауыз сөзбен болсын, жылы сөзбен болсын қолдау болғым келеді. Өйткені мен ондай қиын жағдайда бір ауыз сөзге зар болғам. Бөтен біреу болса да, кәдімгідей сен мына иманды болсын деп иығыңды мұжған кезде, кәдімгідей қанатың бүйтіп кеңейіп, жақсы бір көтеріліп қалады еңсең. Сондықтан да құр сөз болсын,
ол сөздің мағынасы бар, сөзбен жеткізу арқылы жүректерінен орын алып жатқан жайым бар. Біраз адамдар сол қолдамағандар да бар, қолдағандар бар. Папаға айтқан кезде үйге көңіл айтып келгендері бар. Әлі есімде ол адамдар, санаулы ғана адамдар болды. Сен звондадың, әкем жаны шыққан кезде инстаграмға салып жүрген бір блогер болғандықтан енді біз саламыз, оны білесің. Бір жағынан внимание күтесің. Бір 3-4 звондады. Альмира бар, сен бар, не көмек қажет, жанеркелер, келейік біз, не көмек қажет деген кезде жүрегім одан ары елжіреп кетті. Кәдімгідей бір жиналып қалдым ша. Ана жерде сасып жатсың, әкең жоқ екеніне сен алмайсың, бірақ сол бір звонок сені бар ғой, бір қатты айтқандай болады. Сондықтан айтарым, өлімнен никогда қалмаңыздар. Бара алмасаңыздар да бір ауыз звондап болсын, смс болсын жазыңыздар. Адамға қатты қолдап қанатын өсіреді деп айта аламын. Ешқашанда өлімнен қалмаңыздар. Басқа мейлі ол жауыңыз болсын, мейлі досыңыз болсын, мейлі бір араласпай кеткен адамыңыз болсын, барыңыз, қалмаңыз. Өйткені ертең сіздің де жаныңызға адамдар келеді. Сіз де ертең сіздің де туыстарыңызға сол сөзді қайтып айтты. Ол ауыр болса, енді шынар айтайын, бұл бар нәрсе, бұл нәрседен ешкім қашып құтыла алмайды. Жаман айтпай жақсы жоқ дейді. Қазақ бекер айтпаған ғой, тойдан қалсаң да өлімнен қалма деп. Келісемін, 100% келісемін. Бұл сөздің мағынасын қазір ғана түсініп жатырмын деп айтсам болады. Бірақ та саған қарап, біраз адамдар ойын түсетеді деген ниеттемін. Бұл негізі өте мықты және өте керек сөздер. Өйткені басынан осындай жағдайды өткізбеген жан расымен де қалай екен бұл ситуация ішінен түсіне алмайды, сезіне алмайды, біле алмайды. Үлкен рахмет. Осылай бөліскен үшін, осыншалықты ашық болған үшін әр адам әлсіздігін көрсете қоймайды. Біз барлығымыз инстаграмда, интернетте өзімізді андай қылып көрсеткіміз келеді. Иллюзия түрде әдемі бір персонаж ретінде көрсетеміз ғой. Иә. Біраз затты айтпаймыз үшін. Бірақ негізінде біз де адамбыз, қарапайым жанбыз. Өзі қуанышымызбен, өзіміздің қиындықтарымызбен, өзіміздің өмірімізбен алысып жүрген жандарымыз. Қарыздар туралы көп айттың, менде 100 миллиондағандай қарыз болды дейсің. Ол қарызға қалай кірдің? Не істеп мойнына 100 миллион қарыз алуға болады? Мен сіздерге осы жерде айта кетейін, қарыз деген адам потенциалы. Зона комфортада жүрдім. Бір кішігірім табысым болды, соған мәз болып санамағам. Бизнесте білімім болмады. Ол кезде менің ортамда Ақжарқын бар, бизнес оқы. Егер мынаны оқысаң, сен ертең үлкен ресторан ашасың деп айтатын адамдар болмады. Сол күнделікті базар мен кухняның арасында жүріп, өсек аяң, білім жоқ, қателіктерімнің арқасында сол қарыздарға кірдім. Санау жоқ екен. Санамаған бизнесімді. Левый істеп кеткен адамдар бар. Енді қолмен ұстап алған жоқ, бірақ естуім де бар, сезгенім де бар, интуиция менде өте қатты дамыған. Мен сезіп қоям, адамның өтірік айтқанын сезіп қоям, маған левый жасап жатқанын қатты сезіп қоям. Бір-екі рет ұстағаным бар болды. Бұл жерде менің кішкене білімсіздігімнен, бұл 100 миллион қарызға кіргенім, қателігімнен, адамдарға сеніп, санамағандықтан. Бизнесте бірінші очередь қыздар, егер де бизнес ашатын болсаңыздар, бірінші кезекте санаңыздар. Санамайсыздар ма? Бизнес ашпай қойыңыздар. Санау білмесеңіз, сана білетін адамды жұмысқа алыңыз да ақша төлеңіз. Менің қателігім, санамадым, жұмыс жүріп жатыр, заказ түсіп жатыр ғой, ақша бар ғой деп жүре бердім. Ең соңында қарасам, базарға етке 1,5 миллион, ана жаққа мына жаққа кеткен. Және де квартираға төлемей қалған, ұсақ түйек қой, сол ұсақ түйегі бар. Бір партнерлармен істеп 8-9 миллиондай салдық, ақшамызды ғой деген. Соның барлығы үйтіп, одан кейін рисковать етіп бизнеске алған кредиттарым бар. Соның барлығы 100 миллион болып кеткен. Бір күн қарасам 100 миллион қарасам, менің потенциалым 100 миллион. Яғни Алла тағала көрсетіп тұр, Ақжарқын, сен 100 миллион спокойно таба аласың. Не істеп жүрсің? Шық зона комфортадан дейді маған. Мысалы, сондай знак беріп тұр. Сол сәтте мен ояндым. Так, мен 100 миллион табу үшін не істеуім керек? Не істей аламын мен? Так, мынаны істеймін деп, солай сол темппен жұмыс жасап отырып, бір күн қарасам 100 миллион қарызымнан шығып кеттім, бірақ темппен артқа қарай қайтадан бұрынғы Ақжарқын болған жоқ. Мен одан ары энергиям көп, күш жігерім көп, опыт. Обученияларға барғаным бар, тағысын тағандай ғой. Қарызым бола тұра, мен қарызым бәрі, мен обученияға барамаймын деген жоқпын. Миллиондап обученияға төледім. Андам 20-30 мың, мында барып, мында үйтіп, мынаумен танысып, ананы көріп, мынаны сатып, тоқтамадым мен. Бір күн қарасам, қарызым да бітіп қалған, білімім деген өсіп қалған.
біраз информация жинап алғанбыз. Уже артқа қайтқым келмейді. Одан ары өсем мен деп, ары қарай 100 миллион тапқым келеді тағы да деп, сол тағы да тауып, бір күн қарасам, квартира алып қойыппын наличкаға. Алматы қаласынан тура соны жазған болатын. Бір күн қарасам, армандаған Геленваген көлігімді алып қойыппын. Сол темппен жұмыс істеп кеттім да. Қарызға кірген адамдар қорықпаңыздар, сіздердің потенциалдарыңыз қаншалықты сумма кірдіңіздер соншалықты. Бірақ қарызға кірдім мен 100 миллион, ал енді маған Құдай береді екен деп бүйтіп жатудың қажеті жоқ. Сіз не істейсіз қарыздан жұмыс жасау үшін? Пландар миыңыз жұмыс жасайды да, зона комфортадан шығасыз. Қарыздан шығудың жолы әрине барлығын қайтарасыз, түгел жазасыз, кімге қанша теңге қарызсыз. 5 теңге, 10 теңге. Магазинге қоссаш 500 теңге ертең бере салам деген нәрселердің бәрі түгел жазасыз да, шамаңыз келгенше қайтарасыз. 10 мыңнан күніне 5 мыңнан қайтарып бәрін тазаланған кезде жеңілдейсіз. Және де қарызға кіргендер көбінесе стресске кіріп өліп кетем деген нәрселер айтады. Менде ол нәрсе болды бір кездер. Шайтан деген нәрсе мені түртті, бірақ ол шығу емес қой. Ситуациядан шығу емес. Шықтым еңбектің арқасында, және де сенімділіктің арқасында, және де қарыз деген оказывается былай екен Шынар. Сен біреуге бірдеңке обещать еттің ба, орындамайсың ғой. Морально бірдеңке обещать етесің, ментально. Ол материально қарызға айналып кетті. Қалай? Шынар, мен саған ертең сама подарю Луи Виттон сумкасын деймін, мысалы. Күшті бір қымбат сумка подарю, ұмытып кетемін. Сен күтесің, ұмытып кетеді, жарайды, бермесе бермей қойсын. Оказывается, сол қарызда біреуге бірдеңке обещать. Мен мынаны өзім жасап беремін саған. Телефондық чехолымды өзім бере салам деп айтып сөздерін ұмытып қалады. Бағана айттым ғой, сөз деген мына құдіретті нәрсе. Жаман айтсаң да әумин дейді, жақсы айтсаң да әумин дейді. Сондай нәрселерді обещать етесің, орындамайсың, жиналып ментально. Анау материально қарызға айналып кетеді. Сондықтан да адам деген сөзіне ие болу керек. Бірдеңкені обещать еттің ба, орында. Істей алмайсың ба, аузыңды жауып үндемей, тымпый аузыңа құм құй деп тып-тыныш болу керек. Сондықтан мына сөз мықты нәрсе. Расымен де әр сөзіне мән беріп сөйлеу керек. Және де өте бір пайдалы ой. Қаншалықты сенің қарызың үлкен, соншалықты үлкен сенің потенциалың. Осындай көзқараспен мен бұндай ситуацияға әлі қарап көрмегенмін. Алайда расымен де былай ойласам, осындай қарызға батып тұрсан, яғни бұндай қарыздан шығудың амалың, жолың таба аласың. Өсіп кетесің қазір. Өсіп кеттім мен. Қалай өсіп кеткенін білмей қалды. Егер қарызға кірмесем, мен сол кухнямен базардың ортасында жүре берер едім Шынар. Мен Аллаға мыңда бір шүкір айтам, сол адамдардың өмірімде болғанына. Басында әрине ол адамдарға ренжідім, қарғадым, ойбай, сен менің көз жасыма қалдың деп. Қазір рахмет айтам, алғысым шексіз, ол кісілер көріп отырған шығар. Мен сондай жағдайға түсіріп, сондай қарызға тыққандарын алғысым шексіз. Менде рост болмас еді. Қазір өстім, ары қарай өскім келеді. Және де Шынар, тағы бір нәрсе айтарым. Қарызға кірмеймін никогда дегенге гарантия жоқ. Бірақ бар ертең жоқ. Адам не үшін қарызға келеді? Қателік жасап білім болмаған үшін. Бірақ менде уже білім бар. Мен уже қарызға кірмеймін. Мен бәрін тщательно санаймын. Четко бұрынғыдай удобный ақжарқын емеспін. Адаммен сөйлескен кезде егер де маған бір нәрсе жүрегім қаламай тұрса, жоқ деп айтып үйрендім. Басында мен интуициям айтып тұрды. Жетістік. Бағана қарызға келісетін кісілер интуициям жоқ деп тұр, бірақ мен келісе салайыншы деп келісе салған кезде сол нәрсеге түстім ғой, енді қателіктерге, қарызға түстім. Қазір мен жоқ деп айтып үйрендім. Бірдеңке маған көңілімнен шықпай тұр ма, жүрегім қаламай тұр ма? Жоқ. Мейлі ол кім болсын, туыс болсын, бауыр болсын, кім болсын, жоқ деп айтып, өзімді бірінші орынға қойдым. Яғни, сен өміріңде жоқ деп айтып үйренесің ғой. Адамдарға отказ беріпші, өзіңді таңдап, өзіңді бірінші орынға қойған кезде бәрі оңынан болады. Никогда андай айтады ғой, ойыңды тыңда, жүрекпен таңда деп. Сен, когда жүрекпен таңдайсың, мамандықты, жұмысты, жарыңды, барлығы оңынан болады. Ал жүрегіңді тыңдамай, біреу айтты, табыс күшті екен, адам күшті, миллионер, ертең сен плюсқа шығарады, келсе бер, біреудің айтқанымен сен істейтін болсаң, бәрібір құлап, сүрініп, түсініп, сол сенің керек емес қаламаған затың екен. Қарызға кіресің, немесе қиын жағдайға түсесің. Сондықтан жүрекпен таңдаңыздар, кез келген нәрсені жүрекпен. Жүрегіңіз жоқ дей ма? Жоқ деңіз, ешкім ештеңкесі кетпейді. Осы жерде бір кішігірім комментарий қосып жіберейін. Расымен де осы адам саған миллион алып келеді, осы адам саған көмектеседі, осылай күшті болып кетеді дегенге бірден деп бірден әрекет жасап, осы адамдарға сенемін, бірге жұмыс жасайық, болып кетеді дегендеріңіз психология жағынан ол жауапкершілікті өз мойнынан біреудің мойнына іле салу. Анау істей салсыншы, сөйтіп айтты ғой маған. Айтты да біреу, істей салады да біреу.
Ересек адам өзі жауапкершілікті өз қолына алуды үйрену керек. Тек сол кезде сізде жетістіктер, дамуыңыз, өсуіңіз барлығы болады. Жеңілдің астымен, ауырдың үстімен жүрмеу керек қой, былайша айтқанда. Өз-өзіңе жауапкершілік алып, сенімділік орнатасың. Өзіңе сенімді болған кезде адамдар өздері ұсыныспен келеді саған. Өздері энергетикаға келіп, Ақшашқан, мен сенімен жұмыс жасағым келеді. Сенің ойың ұнайды маған. Қандай бір идеяларың бар? Давай жұмыс жасайық деген адамдар өте көп. Қазіргі таңда менімен бірге жұмыс жасағысы келетіндер. Мақтанбай ақ қояйын, ол рас нәрсе. Менімен бірге проект жасағысы келетіндер, партнер болғысы келетіндер өте көп. Және де ол маған қазір қажет емес. Бәлкім жұмыс жасап қала жатармын болашақта. Қазіргі таңда мен өзімді таңдап, шүкір, барлығы жетіп жатыр, асып тасып бара жатырмын деп айтпаймын. Бірақ өмірім өзімнің ойымдағыдай өтіп жатыр. Қалаған нәрсемді қазір ала аламын. Қалаған тамағымды, қалаған ресторанға бара аламын, мейрамхана, қалаған қымбат заттарымды да ала аламын. Қазір мысалы толықтай өзімнің өміріме көңілім толады. Өте қуаныштымын. Бірақ та осындай состоянияға жету үшін бір күн, бір ай, бір апта уақыт жеткіліксіз. Барлығымыз өкінішке орай тез результат қалаймыз да. Саған қазір қарап отқан жандардың миына құйғым келеді. Осындай результатқа жету үшін кемінде 3 жыл уақыт кетті. Сондықтан мен ертеңнен бастап қарызым потенциал екенін түсінсем, немесе арғы күннен бастап бірден тиктокқа шықсам, үлкен нәтижеге жетем деген ой қате. Бір кездері инстаграмда қатты бір популяризация болған в легкости деп. Және адамдар расымен де соған 100% сеніп кетті. Барлығы в легкости болу керек деп. Но жұмыс істеуді, еңбек етуді ешкім отмена жасаған жоқ. Сол себептен ең басында жұмыс жасап қиналу деген ол өте нормально, қалыпты жағдай. Бұндай сынақ адамның барлығында болады. Алла тағала сүйікті құлына сынақ береді дейді ғой. Бірақ сол сынақты түсініп, ары қарай алып кету. Егер сен түсінбей, сол моментте қалып кетсең, былығыңмен былығып, бүткіл әлемге ренжулі болып, осы өмірден өтіп кетесің. Бір уровеньде қалып кетесің. Сынақты ала берген кезде ояну керек. Дәл сәтінде ояна білген адамның өмірі 100% жақсы жаққа өзгереді деп нық сеніммен айта аламын. Бағана айтқандай 99% еңбек. 100% сенімен келісемін. Менің көзқарасымда Алла сені жақсы көреді. Яғни жаратушы, Всевышний дейміз орысша, жақсы көреді. Сен өзің бір дамуға, өзің бір өсуге қадам жасамасаң, өміріңде қиындықтар арқылы осы қадамды жасауға мәжбүр боласың. Өте дұрыс айтасың, келісем. Қиындықтар түскен кезде дұрыс жолды таңдаған дұрыс деп ойлаймын. Бағананда жүректі қосу керек, еңбекті қосу керек, ақылды қосу керек деген сияқты. Бұның барлығы жан-жақты жұмыс. Бірақ нәрседен сен айтқандай бағанында бір күнде тиктокқа кірдім. Ой, осы Ақжарқын не? Келіні бар, квартирасы бар. Өзінше осылар ақшаны қайдан алады? Блогерларға қоятын сұрақ, осылар қайтып ақша табады? Оның артында мынандай букет әңгіме жатыр. Бағанандай бірнеше комнаталы үй, мына бөлмеге кіріп бағанандай базарға барып келдің, мына жақта міне қарызың төледің, мына жақта міне нан жайдың, бағана лағман істедің, мына жақта 10 команда 10 әйелмен сөйлестің, мына жақта біреу сені ұрлап кетті, сонымен разбирады. То есть мынандай не дейді ғой, шахматный доска сияқты. Арты сондай, сырты күшті көрінгенмен артында мынандай жұмыс жатыр. Сондықтан біз блогер болғандықтан бұның бәрін айтып жатырмыз. Бірақ шынар өмірде қаншама адамдар бар. Білмейді ол кісілердің өмірін, бірақ осындай жетістіктерге жетіп, жақсы бір нәтижеге жетіп жатқандар көп. Білетін бар, білмейтін бар. 5 саусақ бірдей емес, әртүрлі адамдар болады. Ең бастысы дер кезінде түсіну. Дер кезінде түсініп, дер кезінде алып кету. Өмірге бір-ақ рет келеміз. Сондықтан бір-ақ рет келген өмірімізді ойдағыдай өмір сүрейікші, жүрегіміз қалағандай. Осы сұхбаттан өзіңізге бір жақсы ой түйдіңіз деген үміттемін. Және де меніңше әдемі подкаст болды. Өкінішке орай уақытымыз шектеулі, сол себептен де тәмамдауға мәжбүр болып тұрмын. Алайда сенімен әңгімелесу мен үшін ғанибет. Ең соңында бір кішігірім блиц-опрос өткізейін. Содан кейін саған дайындаған бір сыйлығым бар. Керемет. Блиц-опроста ойланбай бірден жауап беру керек. Келістік па? Келістік. Өмірдегі ең үлкен қорқынышың? Қорқыныш жоқ. Менде қорқу деген жоқ, мүлдем жоқ. Ең үлкен мақсатың? Ана болу. Қанша бала қалайсың? 5.
Әумин. Махаббат па ақша ма? Махаббат. Махаббат деген сен үшін не? Махаббат деген маған сезім, бір сөзбен айтып жеткізе алмайтын үлкен бір сезім деп ойлаймын. Ол сезімді әр адамға тілеймін, және де әр адам оны сезіне білсе екен деп ойлаймын. Осы әлемге, өмірге, адамдарға, халыққа берерің не? Негізі әр адамның миссиясы болады дейді ғой бұл өмірде. Әр адам миссиямен жаралады дейді. Мен мотивация бергім келеді, қолдау бергім келеді. Осы өмірімнен өткен ситуацияға қуанам, айтарым бар екен мен. Егер мен бұл ситуациядан өтпесем, мен негізі 10 мың адам алдында шыққым келеді деймін ғой. Не айтар едім мен мысалы? Бәрі күшті оқып алғанымды, анау бүйтіп айт, сөйтіп айт дейтін бе едім. Осы нәрседен өткен мен қуанам, және де мен әйел қыздарға қолдау болғым келеді. Олардың бір жүрек жарты айталмаған нәрселерін естіп тыңдап, өмірлерінің жарқын жаққа өмір сүруіне бір жақсы бір энергия сөзбен қолдап, өмірлеріне өзгеріс алып келгім келеді. Алғашқы 5 жылға жоспарың? Бірінші кезекте тұрмысқа шығу, ана тану, және де тағы да бизнес ашу. Және соңғы сұрақ, той қашан? Құпия. Айтпай ақ қояйын, тіл көз дегенге өзің сенесің ғой. Мына күн деп болмай қалса тағы да Қалай болса да жақын арада. Қалай болса да шақыртуды күтеміз. Шынар, сен бірінші кезекте. Келгеніне үлкен рахмет. Саған дайындаған кішігірім бір сыйлығым бар. Соны табыстасам ба? Ой, рахмет. Арнайы ниеттеніп, саған алдым. Ашып көрсетсең де болады. Сыйлық деген жақсы көрем. Мен соңғы кездері қыздардан көп сыйлық алып жүрмін ше. Вау, қандай әдемі. Және де осының мән мағынасы да бір өзің көріп тұрғандай көбелек бар. Яғни бұны айтқым келгені, жеңіл бол, осы өмірде әдемі болып, құлпырып ұшып жүр, және де әйел бақытын осы бір колонмен саған тілегім келді. Рахмет жаным, сол үшін мен де мынаны аша салып, қандай нәзік жанға арналған екен деп өзімнің нәзік екенімді сезініп кеттім. Ол талғам дейді. Шынар, сенің талғамың әрдайым мен үшін жоғары. Сене эталон красоты, женственности деген нәрсені саған айталам. Осы ашылған проект дейма, подкастың құтты болсын, берекелі болсын. Ең бастысы, бұл жерде сен рахаттанып бақытқа бөленгенін қалаймын. Энергиясы күшті адамдар келсін, және де осы көріп отырған көрермендерге үлкен бір қолдау, моральны қолдау, енді өзгеріс деп керемет деп айтпай қойын, қолдау болсын. Әйелдер әлеміне бақыт, махаббат сыйлашы, өйткені сенен сондай нәрсе шығып жатыр да, сезінемін соны әрдайым. Қуаныштымын, жасай бер, миллионер бол, подкасттың түр-түріне келейік, отбасымызбен келейік. Сіздерге де үлкен рахмет, құрметті көрермен. Байқағандарыңыздай, бүгінгі подкасттың маңызды бір ең басты ой айтылмады. Өйткені бүгінгі подкаст менің құрбым және де керемет жанның өмір баяны туралы, до и после состояниялар туралы сіздерге алар ой біреу емес, бірнешеу болды деген сенімдемін. Және де сау бол деп айтар алдында менің қонағымның сіздерге сыйлығы бар деп айтқым келеді. Осы подкасттың астына міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар, және осы комментарийлардың арасынан 3 қызға парфюм сыйлайды Ақжарқын. Өзі таңдап бұйыртса 1 аптадан кейін нәтижесін айтамыз. Және де жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Келесі аптада қауышқанша сау болыңыз.